Маңғыстау облысының шетінде жатқан шағын ғана ауыл. Көктемнің соңғы күндері. Күн ұясына батып барады. Ауылдың үстін қызғылт сәуле көмкеріп, кешкі самал баяу ғана есіп тұр. Ескі саман үйдің алдында 60-тан асқан Нұрзия ана үнсіз отыр. Қолындағы тозған шәлісін қайта-қайта түзетеді. Бірақ оның көзі ауылдың кіреберісінен айырылар емес. Бүгін оның жүрегі біртүрлі мазасыз. Іштей бірдеңені сезгендей. Үйдің ішінде Серік ескі чемоданын жинап жатыр. Чемоданның ішінде көп дүние жоқ. 2 жейде, 1 жылы күрте, әкесінен қалған сағат, анасының тігіп берген кішкентай жайнамазы, және ауылдың топырағы салынған кішкентай мата қалта. Серік сол қалтаны алақанына алып ұзақ тұрды. Осы туған жердің иісі мені ешқашан адастырмасын, деп сыбырлады. Оның даусы дірілдеп шықты. Есікті ақырын самал ашты. 18-ге енді толған қарындасы, көздері қызарып кеткен. Ол ағасының чемоданын көргенде ернін тістеп қалды. Аға, шынымен кетесіз бе? Серік күлімсіреуге тырысты. Иә, қарындасын. Басқа мал жоқ па? Серік жауап бермеді. Тек терезеден сыртқа қарады. Сыртта анасы үнсіз отыр. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. 1 жыл бұрын олардың өмірі басқаша болатын. Әкелері жеткізген тіреді. Азын аулақ мал ұстап, еңбегімен отбасын асырайтын. Адал еңбекпен келген бір үзім нанның өзі берекелі деп жиі айтатын. Бірақ бір қыс қатты болды. Жеткізген ауылдан ауданға мал азығын әкелуге кеткенде жол апатына түсіп қайтып оралмады. Сол күннен бастап бұл шаңырақтың берекесі бірге кеткенде еді. Қарыз көбейді. Малдың көбі сатылды. Ескі үйдің шатыры жаңбыр сайын су өткізетін болды. Алмас мектепті жаңа ғана бітірген. Университетке түсуге армандайды. Бірақ оқу ақысын төлеуге ақша жоқ. Самал да колледжге барғысы келеді. Бірақ ол да үнсіз ғана анасына көмектесіп жүр. Нұрзия ана түнге дейін көрпе тігеді. Кейде көрші ауылға барып үй жинайды. Бірақ тапқан ақшасы дәрі-дәрмек пен азық-түлікке ғана жетеді. Бір күні кешке Серік анасының әкесінің суретінің алдында үнсіз жылап отырғанын көріп қалды. Нұрзия ана оны байқамады. Жеткізген. Балаларымды қалай жеткіземін? Қолынан ештеңе келмей барады. Серіктің жүрегі сол күні қақ айырылғандай болды. Сол түні ол көз ілмеді. Таң атқанша ойланып шықты. Ертеңіне ауданға барып, шетелге жұмысшылар жіберетін агенттікке кірді. Қай елге барғың келеді? Деді агенттік қызметкері. Қай жерде жұмыс болса, сонда барам. Америкаға құрылыс компаниясына адамдар керек. Жұмыс ауыр, бірақ еңбек ақысы жақсы. Қашан кетемін? Құжаттарын дайын болса, 1 айдың ішінде. Серік бір сәтте ойланған жоқ. Мен келісемін. 1 ай өте шықты. Міне, бүгін сол күн. Үйдің ішінде бәрі үнсіз. Самалдың көзі жасаураған. Алмас сыртқа шығып кеткен. Ол ағасының көзінше шылағысы келмейді. Серік сыртқа шықты. Нұрзия ана орнынан тұрды. Екеуі біраз уақыт үнсіз бір-біріне қарады. Ақыры анасы ғана сөйледі. Балам, бөтен елге кетіп барасың. Ақша табамын деп жүріп, адамшылығыңды жоғалтып алма. Серік анасының қолынан ұстады. Анашым, мен бай болу үшін кетіп бара жатқан жоқпын. Мен сізді жоқшылықтан құтқару үшін кетіп барамын. Нұрзия ананың көзінен жас ыршып түсті. Маған байлықтың керегі жоқ, балам. Маған сенің амандығың ғана керек. Серік басын төмен түсірді. Мен уәде беремін. Қандай уәде? Сіз енді ешқашан көз жасын төкпейсіз. Алмас оқиды. Самал арманына жетеді. Осы үйді жаңадан саламын. Әкеміздің атын жерге қаратпаймын. Нұрзия ана ұлын құшақтап, маңдайынан сүйді. Алла жолында ашсын, қарағым. Ауылдың шетінде автобус күтіп тұр. Бүкіл ауыл жиналыпты. Қалибек ата келіп, балам, бөтен елге қазақтың намысын алып барасын. Ешқашан өтірік айтпа. Ешкімнің ақысын жеме. Сонда Алла өзіңді де жарылқайды. Батаңызды беріңіз, ата. Қалибек ата қолын жайды. Бүкіл ауыл әумин деді. Автобус қозғалды. Керезенің ар жағында анасы кішірейіп барады. Самал жылап тұр. Алмас жұдырығын түйіп қалған. Серік көзіндегі жасты көрсетпеуге тырысты. Бірақ жүрегі жан даусымен айқайлап тұрғандай еді. Анашым, мен міндетті түрде ораламын. Бірақ кедей болып емес.
сіздің маңдайыңызды жарқырататын ұл болып ораламын. Автобус бұрылысқа кіргенде туған ауыл көзден ғайып болды. Серік алғаш рет туған жерден ұзап бара жатқанын шын сезінді. Ал алда оны не күтіп тұрғанын, Америкадағы ауыр тағдыр, сатқындық, махаббат және үлкен сынақтар күтіп тұрғанын ол әлі білмейтін еді. Автобус ауылдан ұзап кеткен сайын Серіктің жүрегі де ауырлай түсті. Терезеден соңғы рет туған жеріне қарады. Көкжиекте ауылдың шаңырақтары ғана бұлдырап көрінеді. Қош бол туған жер. Мен міндетті түрде ораламын. Ол көзіндегі жасты білдірмеу үшін бетін терезеге бұрды. Ақтау қаласына жеткенде түн болып кеткен еді. Өмірінде алғаш рет әуежайға келген Серік айналасына таңырқай қарады. Мұндаған адам әртүрлі тілде сөйлеп жатыр. Біреу жүгіріп келеді, біреу қоштасып жылап тұр. Ал Серік бұрыштағы орындыққа үнсіз отырып қалды. Қалтасындағы телефонын шығарып, анасының нөміріне хабарласты. Телефонның ар жағынан Нұрзиянаның даусы шықты. Балам, жетіп алдың ба? Иә, анашым, уайымдамаңыз. Бәрі жақсы. Тамақ іштің бе? Серік үнсіз қалды. Шын мәнінде таңнан бері аузына ештеңе салмаған. Бірақ анасын алаңдатқысы келмеді. Иә, анашым, тамақтандым. Нұрзияна үнсіз күрсінді. Өзіңді күт, қарағым. Ақша кейін де табылады. Денсаулық табылмайды. Серік күлімсіреген болды. Жақында сізге ақша жіберемін. Балам, ақшанды өзіңе жұмса. Біз аманбыз. Телефон сөнгеннен кейін Серік ұзақ үнсіз отырды. Кешіріңіз, анашым. Мен сізге өтірік айттым. Таңғы 4-те Нью-Йоркке ұшатын ұшаққа отырғызу басталды. Бұл Серіктің өміріндегі алғашқы ұшақ сапар еді. Ұшақ көкке көтерілгенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Қазақстанның шамдары төменде кішкентай жұлдыздай болып алыстай берді. Серік іштей дұға оқыды. Я Алла, мені аман алып барып, аман қайта көр. 12 сағаттан кейін Америка, Нью-Йорк. Ұшақ алып әуежайға қонды. Есік ашылған сәтте Серік өзін басқа ғаламға келгендей сезінді. Айналадағы адамдардың бәрі ағылшынша сөйлейді. Үлкен экрандар, биік ғимараттар, әркім асығыс. Ешкім ешкімге қарамайды. Серік қолындағы қағазды қайта-қайта қарап келеді. Онда агенттіктің мекенжайы жазылған, бірақ ағылшын тілін білмейді. Ол бір полиция қызметкеріне жақындады. Excuse me? Ар жағын айта алмады. Полиция қызметкері күлімсіреп, Can I help you? Серік түсінбеді. Тек қолындағы қағазды көрсетті. Полицей мекенжайды оқып, такси деп сыртты көрсетті. Серік басын изеп, Thank you. Осы білетін екі-ақ сөз еді. Такси жүргізушісі мекенжайға жеткізіп тастады. Ескі 3 қабатты кеңсе. Есіктің алдында тағы 10 шақты қазақ, қырғыз, өзбек жігіттері тұр екен. Бәрінің жүзі шаршаңқы. Ішке кірген соң, оларды орта жастағы қазақ қарсы алды. Ассалаумағалейкум жігіттер. Менің атым Ерлан. Осы компаниядағы аудармашымын. Бәрі бірден қуанып кетті. Серікте алғаш рет өзін бөтен елде жалғыз емес екенін сезінді. Ерлан қағаздарды таратып шықты. Ертеңнен бастап жұмыс басталады. Құрылыс өте ауыр. Таңғы 6-да шығасыңдар, кешкі 7-8-де қайтасыңдар. Кім шыдамайды, бірден елге қайтады. Жігіттердің бәрі үнсіз қалды. Кешке оларды жатақханаға апарды. Тар ғана бөлме, 4 темір кереует, кішкентай үстел, бір терезе. Серік жоғарғы қабаттағы төсегіне отырды. Қалтасынан анасының жайнамазын шығарып, бұрышқа жайды. Намаз оқып болған соң, әкесінің сағатын қолына алды. Әке, мен Америкаға келдім. Енді бәрі жақсы болады деп үміттенемін. Түн ортасында бөлмеге еңгезердей бір жігіт кірді. Қолын созып, Ассалаумағалейкум, мен Дәуренмін. Қазақсың ба? Иә, Серікпін. Қай жақтансың? Маңғыстаудан. Мен Семейденмін. 3 жылдан бері осындамын. Дәуреннің жүзі салмақ деді. Ол Серікке ұзақ қарап отырды. Бір кеңес айтайын. Тыңдап тұрмын. Америка ақша береді, бірақ ақмақтарды кешірмейді. Мұнда сенің ешкімге керегің жоқ. Тек өз еңбегің ғана сені адам етеді. Сондықтан ешкімге сенбе. Әсіресе оңай ақша ұсынғандарға. Серік басын изеді.
түсіндім. Дәурен ауыр күрсінді. Жоқ, әлі түсінген жоқсың. Бірақ ертең түсінесің. Ертеңгі таңғы сағат 5-те есік тарсылдап ашылды. Тұрыңдар, жұмысқа шығатын уақыт болды. Серік орнынан атып тұрды. Жұмыс киімін киді. Қолына каскасын алды. Жүрегі қатты соғып тұр. Өйткені бүгін Америкадағы алғашқы жұмыс күні басталатын еді. Ал дәл сол күн оның бүкіл тағдырын өзгертетінін Серік әлі білмейтін. Таңғы сағат 5-те Нью-Йорк әлі қараңғылық құшағында жатты. Аспандағы зәулім ғимараттардың шамдары ғана жымыңдайды. Серік қолына каскасын ұстап, құрылыс компаниясының көлігіне отырды. Қасында Дәурен, өзбек жігіті Азиз және қырғыз жігіті Бекзат отыр. Ешкім сөйлеген жоқ, барлығы үнсіз. Әркім өз ойымен әлек. Жарты сағаттан кейін көлік алып құрылыс алаңына тоқтады. Серік өмірінде мұндай үлкен құрылысты алғаш рет көрді. Аспанмен таласқан крандар, ондаған экскаватор, жүздеген жұмысшы. Бірі бетон құйып жатыр, бірі темір тасып жүр, бірі дәнекерлеп жатыр. Барлығы бір механизм секілді тоқтаусыз қозғалады. Осы кезде еңгезердей америкалық бригадир келді. Қабағы қатулы. Good morning. Жұмысшылардың бәрі Good morning деп жауап берді. Серік те қайталады. Бригадир қолындағы тізімді қарап шықты. Серік? Yes. Follow me. Серік артынан ерді. Оны бетон құятын топқа қосты. Жұмыс оңай емес екен. 50 килодан асатын қаптарды көтеру, кемір сүйреу, бетон араластыру. Күн шыққан сайын ауа ысып барады. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. 3 сағат өтті. Серіктің екі қолы қалтырай бастады. Аяғы ауырлап кетті. Бірақ ол ешкімге сыр білдірмеді. Түскі үзілісте бәрі көлеңкеге жиналды. Азиз сөмкесінен бутерброд шығарды. Бекзат айран ішіп отыр. Ал Серік үнсіз ғана бөтелкедегі суын ашты. Дәурен байқап қалды. Тамағың қайда? Серік күліп жіберген болды. Қарным ашқан жоқ. Дәурен үндемеді. Жанындағы сэндвичтің жартысын созды. Ал? Жоқ аға, өзінде бар. Өтірік айтпа. Қалтаңда ақша қалмаған кеше-ақ түсіндім. Ал. Серік ұялса да алды. Көзімен жас шығып кете жаздады. Америкаға келгеніне бір күн ғана болса да, бөтен елдегі алғашқы жақсылықты көріп отыр. Кешкі 7 болды. Жұмыс аяқталды. Серік киімін шешкенде екі алақаны күлдіріп кеткен екен. Қолы қанап тұр. Дәурен оның қолына қарап басын шайқады. Бүгін ауыр болды ма? Болады екен. Бұл әлі басы ғана. Жатақханаға келген соң бәрі бірден ұйықтап қалды. Ал Серік анасына хабарласты. Анашым, Нұрзия ананың даусы көңілді шықты. Балам, қалайсың? Жұмысың жақсы ма? Серік алақанындағы жараға қарап тұр. Өте жақсы. Жұмыс жеңіл екен. Шаршамадың ба? Жоқ. Тағы да өтірік айтты. Нұрзия ана жымиып. Мен бүгін сенің жақсы жүргенімді сезіп отырмын. Серік ернін тістеп қалды. Анашым, егер менің қолымды көрсеңіз, жылап жіберер едіңіз. 2 апта өте шықты. Серік күн сайын таңғы 5-те тұрады. Кешкі 8-де әрең келеді. Жұмыс ауыр. Бірақ ол бір ретте шағымданған жоқ. Алғашқы жалақы алатын күнде келді. Барлығы кезекпен ақшаларын алып жатыр. Серік те конвертін қолын алды. Қолы дірілдеп ашты. Өмірінде алғаш рет осыншама ақша ұстап тұр. Бір сәт көзін жұмды. Анашым, бұл ақшаның бір тиыны да босқа кетпейді. Сол күні кешке банктен ақшаның жартысын Қазақстанға жіберді. Анасына, анашым, бұл алғашқы еңбегін. Үйдің қарызын жабыңыз. Алмасқа киім алып беріңіз. Самалдың оқуына жинай беріңіз. Өзіме ештеңе керек емес, деп жазып жіберді. Қазақстан, Маңғыстау. Нұрзия ана поштадан ақша келгенін естігенде көзіне сенбеді. Қолындағы түбіртекті қайта-қайта қарап тұр. Мынау Серігінің ақшасы ма? Самал құшақтап алды. Анашым, ағам жібертті. Алмас үндемей сыртқа шығып кетті. Көзіндегі жасты ешкімге көрсеткісі келмеді. Сол түні Нұрзия ана намазын оқып болып ұзақ дұға жасады. Я Алла,
Баламды өзіңе аманат еттім. Оның маңдай кермен тапқан әр теңгесіне береке бере көр. Ол сол түні алғаш рет үмітпен ұйықтады. Бірақ Америкада бәрі жақсы болып жатқан жоқ еді. Серіктің маңдай термен тапқан ақшасына қызыққан адамдар да пайда бола бастаған. Ал олардың ішінде ең қауіпті адам дәл өз қасында жүргенін Серік әлі білмейтін. Америка, Нью-Йорк. Арада 3 ай өтті. Серік бұрынғыдай емес. Қолы темірдей шынығып кеткен. Ауыр жұмыстан қорықпайды. Тіпті бригадирлер де оны мақтай бастады. Серік, good job. Ол ағылшын тілін әлі толық білмесе де, осы 2 сөзді естіген сайын көңілі көтеріліп қалатын. Жалақы алған сайын ақшасының басым бөлігін Қазақстанға жіберіп отырды. Өзіне тек жолақы мен қарапайым тамаққа жететіндей ғана қалдыратын. Жұмысшылардың кейбірі, өзіңе де ақша қалдырсаңшы, осынша еңбектеніп жүрсің ғой, дейтін. Серік күлімсірейтін. Менің байлығым, үйдегі анамның қуанышы. Сол күні кешке жатақханада Дәурен екеуі шай ішіп отырды. Дәурен сұрады. Ақшаңды кімнің атына жіберіп жүрсің? Өзімнің есеп шотым жоқ қой. Сондықтан ауылдағы ағам Сәкеннің картасына жіберемін. Ол анама қолма-қол береді. Дәуреннің қабағы бірден түйілді. Неге тікелей анана жібермейсің? Анам банкты білмейді. Картада ашпаған. Сәкен ағам өзіме, уайымдама, бәрін өзім жеткіземін деген. Дәурен біраз үнсіз қалды. Балам, ақша мәселесінде туған адамға да көзсіз сенуге болмайды. Серік бірден қарсы шықты. Жоқ аға, Сәкен ағам ондай адам емес. Әкем тірі кезінде бізге көп көмектескен. Дәурен ештеңе демеді. Бірақ оның көңіліне күдік ұялаған еді. Сол уақытта Қазақстан, Маңғыстау. Сәкен жаңа көлік мініп ауылға кіріп келді. Жарқыраған қара джип. Ауыл адамдары таңырқап қарап қалды. Ойпырмай, Сәкеннің жағдайы түзеліп кетіпті ғой. Қайдан байып кеткен? Сәкен көліктен түсіп, күлімсіреп бәрімен амандасты. Аздап кәсіп жүріп жатыр. Бірақ оның кәсібінің қайдан келгенін ешкім білмейтін. Кешке үйіне келгенде әйелі Зина. Бүгін тағы ақша келді ме? Сәкен үнсіз басын изеді. Иә, Серік жіберіпті. Зинаның көзі жайнап кетті. Қанша? Сәкен соманы айтты. Зина таңданысын жасыра алмады. Мынаның бәрін анасына береміз бе? Сәкен үнсіз қалды. Сәлден кейін. Біразын береміз. Қалғанын кейін қайтарамыз. Зина күліп жіберді. Кейін дейсің бе? Сен 3 айдан бері осылай айтып келесің. Сәкен терезеге қарап ауыр күрсінді. Жағдайым түзелсін. Кейін бәрім қайтарамын. Бірақ іштей өзі де бұл сөзге сенбейтін. Ертеңіне Нұрзияна Сәкеннің үйіне келді. Балам, Серік ақша жіберді ме екен? Сәкен сәл тосылып қалды. Жоқ жеңеше, әлі ештеңе түскен жоқ. Нұрзияна көңілі түсіп кетті. Жарайды. Демек, өзі де қиналып жүрген шығар. Сәкен анасының соңынан ұзақ қарап тұрды. Оның жүрегін бір сәт ар ұяты қысып өтті. Бірақ үйдің алдында тұрған жаңа көлігіне көзі түскенде әргі сезім қайта жоғалып кетті. Америка. Бір күні құрылыс алаңында үлкен оқиға болды. Жаңбырдан кейін кемір баспалдақ тайғақ болып қалған. Жұмысшылардың бірі сүрініп кетіп, биіктен құлай жаздады. Серік еш ойланбастан жүгіріп барып, оны қолынан ұстап қалды. Өзі темірге соғылып, иығын жарақаттап алды. Бірақ әргі жұмысшы аман қалды. Мұны алыстан бақылап тұрған компания директоры бәрін көрді. Жасы 60-тар шамасындағы америкалық азамат еді. Ол Серіктің қасына келіп, "You saved him" деп қолын қысты. Аудармашы Ерлан. Директор сенің батылдығына риза болып тұр. Серік жай ғана. Кез келген адам солай істер еді. Директор басын шайқады. No, not everyone. Сол кеште Дәурен Серікке қарап, бүгін сенің өмірің өзгеретін күн болуы мүмкін. Неге? Өйткені жақсы адамның еңбегін бір күні міндетті түрде біреу байқайды. Серік күлімсіреді. Маған ешқандай марапаттың керегі жоқ. Анам аман болса болды. Ол сол түні тағы да Қазақстанға ақша аударды және хат жазды. Анашым, үйдің шатырын жөндетіміз. Қыс жақындап келеді. Өзімізге жылы пальто алымыз. Алмасқа ноутбук алып беріміз. Самалдың оқуын тоқтатпамыз. Ақшаға уайымдамаңыз. Мен жақсымын.
Ол бұл хаттың анасына ешқашан жетпейтінін, жіберген ақшасының да, жазған хатының да Сәкеннің қолында қалып жатқанын әлі білмейтін еді. Америка. Қыс басталды. Нью-Йорктың аспанын қара бұлт торлап, таңертеңнен бері қар тоқтаусыз жауып тұр. Құрылыс алаңындағы жұмыс бұрынғыдан да ауырлады. Суық сүйектен өтеді. Қолғаптың іші су болып кетеді. Жел бетті тілгілеп барады. Бірақ ешкім жұмысты тоқтатпайды. Себебі әр адамның артында күтіп отырған отбасы бар. Серік бетон құйып жүрген. Қолындағы күрек мұз болып қатып қалған. Дәурен қасына келді. Серік, қолың тоңып кеткен жоқ па? Жоқ аға. Дәурен күліп жіберді. Сен осы жоқ дегеннен басқа сөз білмейсің бе? Серік те жымиды. Анам айтатын, еңбек адамды өлтірмейді, жалқаулық өлтіреді деп. Дәурен басын изеді. Ақылды ана тәрбиелепті сені. Сол күні кешке Серік алғашқы үлкен сыйақысын алды. Компания директоры оның еңбегіне риза болып, қосымша бонус берген еді. Конвертті ашқанда көзі жайнап кетті. Анашым, енді үйімізді толық жөндейсіз. Ол сол түні тағы да ақшаның басым бөлігін Қазақстанға аударды. Бұл жолы бұрынғысынан да көп ақша жіберді, хат та жазды. Анашым, бұл ақшаға үйдің шатырын түгел ауыстырмыз. Қарыздың бәрін жабымыз. Самалдың оқу ақысын төлеңіз. Алмасқа компьютер алып беріңіз. Қалғанын өзіңізге сақтаңыз. Мен сіздер үшін бәріне шыдаймын. Хатты жіберген соң жүрегі жеңілдеп қалды. Ол анасының қуанып отырғанын көз алдына елестетті. Ал дәл сол сәтте Қазақстан. Нұрзия ана көрші ауылдағы тігін цехында жұмыс істеп отыр еді. Көзілдірігінің әйнегі буланып кеткен. Саусақтары ине ұстай-ұстай талып қалған. Қасында отырған әйел. Нұрзия, ұлың Америкада емес пе? Ақша жіберіп жатқан шығар. Нұрзия ана мұңайып күлімсіреді. Жоқ, қарағым, әлі хабар жоқ. Өзінің жағдайы қиын шығар. Ол ұлына жаман сөз айтпады. Бірде-бір рет ренжіген жоқ. Керісінше күн сайын аман жүрсе болды деп дұға етумен болды. Кешке үйге келгенде Самал есік алдында күтіп тұр екен. Анашым, үн таусылды. Нұрзия ана үнсіз қалды. Үйде ақша жоқ. Ертең алатын еңбек ақыға дейін 3 күн бар. Алмас сырттан кірді. Қолында кішкентай пакет. Мынау бір бөлке нан ғана. Дүкенші қарызға берді. Самал көз жасын тия алмады. Ағам білсе ғой. Нұрзия ана қызының сөзін бөліп жіберді. Жоқ, ешқашан айтпаңдар. Ол жақта өзі де қиналып жүрген шығар. Біз үшін уайымдамасын. Сол түні ауылда электр жарығы сөніп қалды. Ескі үйдің төбесінен жаңбыр суы тамшылай бастады. Самал шелектерді қойып жүр. Алмас шатырға шықпақ болды. Нұрзия ана тоқтатты. Қараңғыда шықпа балам, құлап кетесің. Үшеуі шамның жарығымен ғана отырды. Ескі үйдің қабырғалары желден сықырлап тұр. Нұрзия ана ішінен ғана, серігім, сен аман болсаң болды деп тағы дұға жасады. Ал сол уақытта Сәкен қаладағы қымбат мейрамханада отыр еді. Үстелдің үсті толған тамақ. Қасында бірнеше танысы. Бірі жаңа көлігін мақтап жатыр. Бірі үй алғанын айтып отыр. Сәкен күліп отырғанмен көңілі тыныш емес. Телефонына банк хабарламасы келді. Ақша аударылды. Тағы да Серіктен. Ол экранға ұзақ қарады. Қасындағы досы. Не болды? Ештеңе. Бірақ сол сәтте оның көз алдына Нұрзия ананың жыртық үйі елестеп кетті. Бір сәтке тамағы жүрмей қалды. Зина оған сыбырлап, не болып қалды? Білмеймін. Жүрегім тыныш емес. Қоя сал. Ертең тағы ақша келеді. Сәкен үнсіз қалды. Ар ұяты ояна бастаған еді. Бірақ аш көздігі әлде күшті болатын. Америка. Келесі күні таңертең компания директоры Серікті кабинетіне шақырды. Дәурен таңқап қалды. Директордың кабинетіне қара жұмысшыны шақырмайды. Бірдеңе болған сияқты. Серікте қобалжып қалды. Жұмыстан шығарып жібермей ме екен? Ол директордың есігін ақырын қақты. Камин. Серік кабинетке кірді. Директор орнынан тұрып, оған жылы жымиды. Үстелдің үстінде көк түсті папка жатыр екен. Серік. Sit down. Серік отырды. Ол бұл әңгіменің өзінің өмірін түбегейлі өзгертетінін әлі білмейтін еді. Серік директордың кабинетіне жайлап кірді. Кең кабинет,
Үлкен терезеден Нью-Йорктың алып ғимараттары көрінеді. Қабырғада компанияның ондаған марапаты ілулі тұр. Мұндай жерге өмірінде алғаш рет кіріп тұрғандықтан өзін ыңғайсыз сезінді. Sit down, Серік. Серік орындыққа жайлап отырды. Директор үстел үстіндегі көк папканы ашты. Жанында аудармашы Ерлан отыр екен. Ерлан жымиып, қорықпа, жақсы жаңалық сияқты. Директор сөйлей бастады. Ерлан қазақша аударып отырды. Біз соңғы 3 ай бойы сенің жұмысыңды бақыладық. Сен бір күнде кешіккен жоқсың. Бірде-бір рет шағым айтпадың. Өткен аптада әріптесінің өмірін құтқарып қалдың. Бізге дәл осындай адамдар керек. Серік үндемей тыңдап отыр. Директор сөзін жалғастырды. Сондықтан сені қарапайым жұмысшыдан бригадирдің көмекшісі қызметіне көтеруді ұсынамыз. Серік антан болып қалды. Мені ме? Ерлан күліп. Сені. Бірақ мен ағылшын тілін дұрыс білмеймін ғой. Директор жымиып жауап берді. Тілді үйренуге болады, ал адалдықты үйрету қиын. Бұл сөз Серіктің жүрегіне бірден жетті. Кабинеттен шыққан соң Дәурен оны құшақтап алды. Құттықтаймын бауырым. Пейсің бе? Бәрі күліп жіберді. Серік басын шайқады. Мен кеше қандай болсаң, бүгін де сондаймын. Дәурен оның иығына қолын қойды. Сондықтан сені көтеріп жатыр. Жаңа қызметпен бірге жалақысы да көбейді. Бірақ Серіктің ойында тағы да бір ғана нәрсе болды. Анасы. Сол күні кешке ол дүкенге кірді. Ұзақ жүріп, әдемі ақ орамал таңдады. Жұмсақ жүннен тоқылған жылы шәлі. Сатушы. Gift? Yes. For my mother. Сатушы күлімсіреп. Your mother will be happy. Серік те күлімсіреді. Қуанады. Ол орамалды мұқият қорапқа салып, Қазақстанға жіберілетін сәлемдемеге қосты. Ішіне хат жазды. Анашым, бұл орамалды өзіңізге арнап алдым. Қыс суық болады ғой. Менің орныма осы орамал сізді жылтып тұрсын. Жақында үйімізді де жөндейміз. Сіз тек денсаулығыңызды күтіңіз. Ол хатты сүйіп конвертке салды. Ал Қазақстанда Нұрзия ана таңнан бері қызуы көтеріліп, төсектен тұра алмай жатыр еді. Самал маңдайына суық су қойып отыр. Алмас дәріханаға кеткен. Үйдің іші суық. Пешке жағатын көмірде аз қалған. Самал анасының қолын ұстап, анашым, ауруханаға барайықшы. Нұрзия ана әлсіз ғана басын шайқады. Ақшаны босқа жұмсамаңдар. Мен жақсы болып кетем. Самалдың көзіне жас келді. Ағам білсе, қатты қиналар еді. Сондықтан айтпаңдар. Осы кезде сырттан Сәкен кіріп келді. Қолында азық-түлік салынған пакет. Жеңеше, жағдайыңыз қалай? Нұрзия ана орнынан тұруға тырысты. Жақсы балам. Сәкен пакетті үстелге қойды. Мынау аздап азық-түлік. Самал рахмет айтты. Бірақ Алмас үндемей ғана Сәкенге қарап тұрды. Оның көңілінде бір күдік пайда бола бастаған. Кешке Алмас аулаға шықты. Сәкеннің жаңа көлігі тағы келіп тоқтады. Бұл жол тіпті қымбатырақ. Алмас өз-өзіне күбірледі. Қызық. Бұрын әрең жүретін адам еді. Қалайша осынша байып кетті. Сол сәтте көрші шал келіп қалды. Балам, неге ойланып тұрсың? Ештеңе. Сәкен ағамның жағдайы жақсы болып кеткен екен. Қарт күлімсіреп. Кейде адам тым тез байыса, халық сұрақ қоя бастайды. Бұл сөз Алмастың көңілінен кетпей қойды. Америка. Бір күні кешке жұмыс аяқталған соң, Дәурен Серікті қала орталығына алып шықты. Жүр, бүгін саған нағыз Нью-Йоркті көрсетемін. Екеуі Манхэттен көшелерімен жүріп келеді. Айнала жарқыраған шам, аспанмен таласқан ғимараттар, қымбат көліктер. Серік таңданысын жасыра алмады. Осынша байлықтың ішінде де адамдар бақытты ма екен? Дәурен үнсіз жымиып. Жоқ бауырым, байлық пен бақыт әрқашан бірге жүрмейді. Дәл сол сәтте қарсы алдынан жылап тұрған кішкентай қызды көрді. Қасында ешкім жоқ. Қыз қорқып кеткен. Серік бірден қасына барып, Don't cry. Қыз түсінбесе де, оның мейірімді жүзімен тыныштала бастады. Бірнеше минуттан кейін жүгіріп келген анасы қызын құшақтап алды. Thank you so much. Ол қайта-қайта алғысын айтып жатты. Дәурен Серікке қарап күлімсіреді. Байқадың ба? Сен адамдарға көмектесуді ойлайсың.
Сондықтан Алла да саған көмектеседі. Бірақ дәл сол түні Қазақстаннан келген бір телефон қоңырауы Серіктің жүрегін алаңдатып жіберетін еді. Америка. Түнгі сағат 11-ге таяған. Жұмыстан келген Серік жаңа ғана душ қабылдап төсегіне отырған. Кенет телефоны безілдеп қоя берді. Экранда Алмас деп жазылып тұр. Серік бірден қуанып кетті. Алло, Алмас, қалайсыңдар? Анам аман ба? Телефонның ар жағынан үнсіздік естілді. Сосын Алмастың бәсең дауысы шықты. Аға, қорықпаңыз. Бірақ анамыз соңғы күндері ауырып жүр. Серіктің жүрегі зу ете қалды. Не болды? Ауруханаға апардыңдар ма? Жоқ. Өзі бармаймын дейді. Ақша шығындамаңдар дейді. Мен ай сайын ақша жіберіп жүрмін ғой. Ақша жетпей ме? Алмас тосылып қалды. Аға, қандай ақша? Не дегенің? Мен 3 ай емес, 7 ай болды үзбей жіберіп жүрмін. Телефонның ар жағында тағы үнсіздік орнады. Аға, бізге ешқандай ақша келген жоқ. Серік орнынан атып тұрды. Қалай келген жоқ? Біз бір тиын да алған жоқпыз. Серік дем ала алмай қалды. Қолымдағы телефон дірілдеп кетті. Сендер Сәкен ағадан сұрадыңдар ма? Ол ақша түскен жоқ деп айтады. Сол сәтте Серіктің құлағында Дәуреннің баяғы сөзі жаңғырып кетті. Ақша мәселесінде ешкімге көзсіз сенбе. Жүрегі суып сала берді. Телефонды қойған соң Серік ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Дәурен оның өңінің қашып кеткенін бірден байқап қалды. Не болды? Серік болған жағдайдың бәрін айтып берді. Дәурен ауыр күрсінді. Мен осыдан қорыққаным. Жоқ. Сәкен ағам ондай емес. Болуы мүмкін емес. Онда ертең банктен барлық аударымның түбіртегін аламыз. Бәрі анықталады. Түн бойы Серік көз іле алмады. Көз алдына анасының жүзі келе береді. Үйдің шатырын жөндетіміз. Өзіңізге жылы пальто алымыз. Дәрігерге қаралымыз. Ол жазылған хаттардың бірде-бірі анасына жетпеген шығар деген ой миын тесіп бара жатты. Ертеңіне таңертең екеуі банкке барды. Қызметкер компьютерден барлық аударымды шығарып берді. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай. Бәрі бір ғана есепшотқа аударылған. Есепшот иесінің аты жөні Сәкен Қуанышұлы. Серік қағазды үнсіз қарап тұрды. Қолдары қалтырап кетті. Мүмкін ол кейін беретін шығар. Дәурен үндемеді. Сол күні кешке Серік Қазақстанға тағы хабарласты. Бұл жолы тікелей Сәкенге. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам Серік. Қалайсың? Жақсы. Аға, мен жіберген ақшалар жетіп жатыр ма? Телефонның ар жағында аз ғана кідіріс болды. Иә, жетіп жатыр. Анаң бәрін алып отыр. Серік үнсіз қалды. Ол өтірікті адамның дауысынан сезді. Бірақ бірден ештеңе демеді. Жақсы. Аман болыңыз. Телефонды қойды. Дәурен оның жүзіне қарап. Не деді? Өтірік айтты. Енді не істейсің? Серік біраз ойланды. Дәлелсіз ешкімді айыптамаймын. Бірақ енді ақшаны басқа жолмен жіберемін. Қалай? Анама жеке банк картасын аштырамын. Егер қажет болса, өзім Қазақстанға барып аштырамын. Дәурен басын изеді. Міне, бұл дұрыс шешім. Қазақстан. Сол күні кешке Нұрзия ана тағы да көрпе тігіп отырды. Қолы ине ұстап отырып қанап кеткен. Самал жүгіріп келді. Анашым, аға хабарласты ма? Жоқ қызым. Бірақ жүрегім бүгін біртүрлі тыныш емес. Ол көкжиекке ұзақ қарады. Ана жүрегі алыстағы ұлының қиналып жүргенін сезгендей еді. Ал Америкада компания директоры Серікті қайтадан кабинетіне шақырды. Бұл жолы оның қасында бұрын Серік көрмеген жас қазақ қыз отыр екен. Қыз орнынан тұрып қазақша сәлем берді. Ассалаумағалейкум. Менің атым Гаухар. Мен осы компанияның халықаралық жобалар бөлімінде жұмыс істеймін. Серік сәл таңырқап қалды. Директор күлімсіреп. Бүгіннен бастап Гаухар сенің ағылшын тіліңді үйренуіңе көмектеседі. Ал сен оған құрылыс жобалары бойынша тәжірибеңді көрсетесің. Серік ол кезде бұл таныстықтың болашақта өзінің бүкіл өмірін өзгертетінін әлі білмейтін еді. Америка, Нью-Йорк.
Серік директордың кабинетінен шыққан соң әлі де ойланып келе жатты. Қазақ қызын мұнда көремін деп мүлде күтпеген. Гаухардың жүзінен бірден қазақы тәрбиенің табы байқалатын. Сыпайы, сабырлы. Көзінде мейірім бар. Ертеңіне таңертең Гаухар Серікті компанияның оқу бөлмесіне шақырды. Үстелдің үстінде ағылшын тіліне арналған кітаптар жатыр. Ақ тақта, компьютер. Гаухар күлімсіреп: сонымен Серік мырза, бүгіннен бастап біз әр кеш сайын 1 сағат ағылшын тілін оқимыз. Серік қысылып қалды. Менің жасында тіл үйрену қиын шығар. Гаухар жымиып: ең қиыны бастау. Ал сіз Америкаға жалғыз келдіңіз. Соның өзі батылдық. Тіл үйрену соның жанында түк емес. Серік алғаш рет күліп жіберді. Алғашқы сабақ басталды. Гаухар тақтаға жазды: My name is Серік. Оқып көрміз. My name is Серік. Жақсы. Жақсы емес қой. Жоқ, бірінші күн үшін өте жақсы. Серік бала сияқты қуанып кетті. Бірнеше күннен кейін олардың сабағы әңгімеге ұласты. Отбасыңыз Қазақстанда ма деп сұрады Гаухар. Иә, анам, інім, қарындасым бар. Сағынасыз ба? Серік үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана жауап берді. Күнде. Неге келмейсіз? Қолым бос емес. Оның үстіне қолым бос қайтқым келмейді. Гаухар оның жүзіне қарап отырды. Сіз ақша үшін емес, бір мақсат үшін жүрген адам сияқтысыз. Серік баяу басын изеді. Менің анам өмір бойы жоқшылық көрді. Мен соны өзгерткім келеді. Келесі күні түскі үзілісте Гаухар Серікті асханаға шақырды. Үстелге қазақша тағамға ұқсас бір тағам қойды. Бүгін өзім пісірдім. Не бұл? Бесбармақ емес, бірақ соған ұқсатып жасадым. Серік бірінші қасықты аузына салғанда көзіне жас келді. Не болды? Ештеңе. Дәмі ұнамады ма? Керісінше, анамның тамағы есіме түсіп кетті. Гаухар үндемей қалды. Ол дәл осы сәтте Серіктің жүрегінің қандай таза екенін сезді. Сол күні кешке Серік тағы да ақша аудармақ болды. Бірақ қолы тоқтап қалды. Жоқ, бұл жолы Сәкеннің есеп шотына жібермеймін. Ол Гаухарға бұрылды. Сізден бір көмек сұрасам бола ма? Әрине. Қазақстанда анама банк картасын қалай аштыруға болады? Гаухар ойланып қалды. Егер анаңыздың жеке куәлігі болса, ауылдағы банк бөлімшесіне барып аша алады. Бірақ не? Оған сенімді адам көмектесуі керек. Серік күрсінді. Менің ең сенімді адамым дәл қазір жанымда жоқ. Қазақстан. Нұрзия ана көрші ауылдағы базарға көрпе апарып сатып тұр. Бір әйел келіп: апа, осы көрпені қаншаға бересіз? Нұрзия ана бағасын айтты. Әйел: қымбат екен, деп бұрылып кетті. Нұрзия ана үнсіз ғана соңынан қарап қалды. Ол көрпені 3 күн бойы тіккен, бірақ оны ешкім алмай қойды. Кешке үйге қайтып келе жатқанда басы айналып жол шетіне отыра кетті. Қалибек ата байқап қал, жүгіріп келді. Нұрзия, не болды? Ештеңе, аздап басым айналды. Дәрігерге бардың ба? Ақша жоқ қой. Қалибек ата күрсініп жіберді. Сенің ұлың Америкада емес пе еді? Нұрзия ана тағы да сол баяғы сөзді айтты. Өзіне де оңай емес шығар. Америка. Бір күні кешке Гаухар Серікке күтпеген сұрақ қойды. Серік, ренжімесеңіз, бір нәрсе сұрайыншы. Сұраңыз. Сіз сонша ақша жіберіп жүрсіз, бірақ отбасыңыз әлі қиын жағдайда болса, ақша шынымен өз орнына жетіп жатыр ма? Серік үнсіз қалды. Бұл сұрақ соңғы күндері өзінде мазалап жүрген. Сәлден кейін ғана. Білмеймін. Бірақ ертең соны анықтаймын. Не болса да шындықты білуім керек. Дәл сол түні Қазақстанда алмас та бір құпияның үстінен түсетін еді. Ал сол құпия бүкіл отбасының тағдырын өзгертуге жақын қалған болатын. Қазақстан, Маңғыстау облысы. Күздің қара суығы басталған. Таңертеңнен бері аспанды сұр бұлт басып тұр. Алмас ауладағы ескі шатырды жөндеп жүреді. Кенет қалтасындағы телефоны шырылдап қоя берді. Бейтаныс нөмір. Алло. Сәлеметсіз бе? Бұл Алмас жеткізген ұлы ма? Иә. Мен банк қызметкермін. Ағаңыз Серік мырза шетелден ақша аударымдары туралы мәліметті нақтылауды өтінді. Біз анаңыздың атына жаңа есепшот ашуға байланысты хабарласып тұрмыз. Алмас таңырқап қалды.
Қандай ақша аударымдары? Соңғы 8 ай ішінде тұрақты түрде ірі сомалар аударылған. Алмастың өңі бозарып кетті. Қанша? Қызметкер соманы айтты. Алмас үнсіз қалды. Бұл ақшаға үйді толық жөндеуге, Самалдың оқу ақысын төлеуге, анасының емделуіне, тіпті шағын үй сатып алуға да болатын еді. Ал олар бір бөлке нанды қарызға алып жүр. Телефонды қойған соң Алмас бірден үйге кірді. Самал пештің жанында отыр екен. Самал, не болды? Ағам 8 ай бойы ақша жіберіп жүрген екен. Самал аң-таң болып қалды. Не деп тұрсың? Бәрі банк арқылы расталды. Самалдың қолындағы кесесі жерге түсіп, быт-шыт болды. Онда ақша қайда? Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Жауап екеуіне де белгіледі, бірақ айтуға батылдары жетпеді. Сол күні кешке Сәкен жұмыстан келіп, көлігін аулаға қойып жатқан. Қақпа тарс ашылды. Алмас ішке кірді. Көзінде ашу. Аға, сізбен сөйлесуім керек. Сәкен оның түріне қарап бәрін сезді. Не болды? Серік ағамның ақшасы қайда? Сәкен бірден жауап бере алмады. Қандай ақша? Өтірік айтпаңыз. Бәрін білемін. Банк бүгін хабарласты. Сәкеннің жүрегі зу ете қалды. Зина үйден жүгіріп шықты. Не болып жатыр? Алмас дауысын көтеріп жіберді. Ағам 8 ай бойы ақша жіберіп жүріпті. Бізге неге бір тиын бермедіңдер? Көрші қолаңда жинала бастады. Сәкен жан-жағына қарап абыржып қалды. Алмас, сабыр сақта. Жоқ, бүгін шындықты айтасыз. Сәкен басын төмен түсірді. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын әлсіз дауыспен: алғашында бір айға ғана ала тұрайын деп едім. Сосын ше? Қарыздарым көп болды. Кейін қайтарам дедім. Бірақ ақша көбейген сайын тоқтай алмадым. Алмас ашудан қалтырап кетті. Бұл ақша сіздік емес еді. Бұл анамның несібесі еді. Зина да жылап жіберді. Мен де тоқтатуға тырыстым, бірақ кеш болды. Осы кезде сырттан Нұрзия ана кіріп келді. Не болып жатыр балалар? Үй іші лезде тып-тыныш болып қалды. Алмас анасына қарады. Көзіне жас толып кеткен. Анашым, ағам сізге ақша жіберіп жүрген. Нұрзия ана түсінбей қалды. Қандай ақша? Алмас бәрін айтып берді. Бір сөзінде жасырмады. Сәкеннің бәрін мойындағанын да айтты. Нұрзия ана үнсіз тыңдап тұрды. Соңында ғана жайлап орындыққа отырып қалды. Көзінен аққа жан жасты сүрткен де жоқ. Сонда балам бізді ұмытпаған екен ғой. Оның осы бір ауыз сөзі бүкіл үйдің жүрегін тіліп өтті. Мен күнде өзінің жағдайы қиын шығар кеп дұға жасап жүрдім. Ал балам біз үшін жанын салып еңбек етіп жүр екен. Америка. Сол түні Серік те ұйықтай алмады. Жүрегі бір нәрсені сезгендей мазасыз. Гаухар қасына келді. Тағы да анаңызды ойлап отырсыз ба? Серік терезеден қала шамдарына қарап тұрды. Иә, бүгін бірдеңе болған сияқты. Дәл сол сәтте оның телефонына Қазақстаннан хабарлама келді. Жіберген Алмас. Хабарламада бар болғаны бір ғана сөйлем жазылыпты. Аға, бәрін білдік. Бізді кешіріңіз. Серік сол хабарламаны оқыған сәтте-ақ жіберген ақшасының бір тиыны да анасына жетпегенін түсінді. Қолындағы телефон жерге түсіп кетті. Көзінен жас сорғалала бақты. Ол қабырғаға сүйеніп отырып қалды. Анашым, мен сізді қорғай алмадым. Ал бұл оның өміріндегі ең ауыр түннің бастамасы ғана еді. Америка. Түнгі сағат 2. Жатақхананың іші тып-тыныш. Барлығы ұйықтап жатыр. Тек Серік қана төсегінің шетінде үнсіз отыр. Телефонның экранында Алмастың соңғы хабарламасы тұр. Аға, бәрін білдік. Бізді кешіріңіз. Ол хабарламаны 10-шы рет оқып шықты. Жүрегі шымырлап, ауырып барады. Көз алдына анасының жүзі келе берді. Жыртық үй, ескі пеш, қыста тоғып отырған анасы. Ал өзі үйдің шатырын жөндетіңіз деп ақша жіберіп жүрді. Бірақ бір тиыны да жетпеген. Көзінен еріксіз жас ағып кетті. Анашым, кешіріңіз. Дәл осы кезде Дәурен оянып кетті. Серіктің жылап отырғанын көріп, үнсіз қасына келді.
Бәрі анықталды ма? Серік басын изеді. Иә, ақшаның бәрін Сәкен алған. Бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Дәурен біраздан кейін ғана сөйледі. Енді не істейсің? Серік көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Анама хабарласамын. Қазақстан. Бұл кезде таң атып келе жатқан. Нұрзия ана намазын оқып болған. Телефоны шырылдап қоя берді. Экранда Серік деп жазылып тұр. Нұрзия ананың жүрегі лүпілдеп кетті. Алло, балам? Телефонның ар жағынан үн шықпады. Тек ауыр тыныс естіледі. Серік, не болды қарағым? Серік әрең сөйледі. Анашым, даусы қарлық кеткен. Кешірімші. Нұрзия ана бірден бәрін түсінді. Жоқ, балам, сен ештеңеге кінәлі емессің. Мен сізді жылы үйде отыр деп ойладым. Мен сізді емделіп жүр деп ойладым. Ал сіз сөйлей алмай қалды. Нұрзия ана көз жасын білдірмеуге тырысты. Балам, мені тыңда. Мен сені кінәламаймын. Сен қолыңнан келгеннің бәрін жасадым. Кінә өзінде емес. Серік үнсіз жылады. Өмірінде бірінші рет өзін осыншалық дәрменсіз сезінді. Нұрзия ана сөзін жалғастырды. Есіңде ме? Әкең не айтушы еді? Ашу ақылды жеңбеуі керек дейтін. Білемін. Сәкенге ашумен барма. Заң бар, әділдік бар. Бірақ ең алдымен өзіңді жоғалтпа. Сенім жүрегің таза болып қалсын. Серік көзін жұмды. Уәде берем, анашым. Бірақ сіздің көз жасыңызды ешқашан кешіре алмаймын. Телефонды қойған соң Серік терезе алдына барып тұрды. Сыртта қар жауып тұр. Қаланың шамдары бұлдырақ көрінеді. Дәурен оның жанына келді. Балам, бұл бірінші рет еді. Ол Серікті балам деп атады. Ер азаматтың өмірінде екі күн ұмытылмайды. Бірі әкесінен айырылған күн. Екіншісі анасының көз жасын көрген күн. Серік үнсіз тыңдап тұр. Бірақ сен құлама. Енді сенің өміріңнің ең үлкен жеңісі басталады. Ертеңіне компания директоры тағы шақырды. Бұл жолы кабинетте директордан басқа тағы екі адам отыр екен. Бірі қаржы бөлімінің басшысы, екіншісі заңгер. Директор орнынан тұрып: Серік, congratulations. Серік ештеңе түсінбей қалды. Ерлан аударды. Компания сені тұрақты қызметке қабылдады. Бұдан бұлай сенің жалақың 2 есе өседі. Сонымен қатар, компания саған тұрғын үй жалдауға көмектеседі және ағылшын тілін толық оқытады. Серік бұл жаңалыққа қуанудың орнына: менен бір өтініш бар. Директор таңырқап қарады. Айтыңыз. Маған Қазақстанға ақша аударудың ең қауіпсіз жолын үйретіңіздер. Ақша тек анамның өз қолына жетуі керек. Директор оның жүзіне ұзақ қарап отырды. Сосын күлімсіреп: міне, сондықтан біз сені бағалаймыз. Сен байлықты емес, отбасыңды ойлайсың. Ал сол күні Қазақстанда Алмас аудандық полиция бөліміне кіріп бара жатты. Қолында банк құжаттары, ақша аударымдарының көшірмелері, Сәкеннің мойындаған дауысы жазылған телефон жазбасы. Ол есікті ашып: мен арыз жазуға келдім деді. Сол сәттен бастап Сәкеннің де, Серіктің де, бүкіл отбасының өмірі мүлде басқа арнаға бұрылатын еді. Қазақстан, Маңғыстау облыстық полиция басқармасы. Алмас қолындағы көп баққаны құшақтап тергеушінің кабинетіне кірді. Жүрегі атқақтап тұр. Өмірінде бірінші рет полицияға келуі. Тергеуші орнынан тұрып: кіріңіз, отырыңыз. Алмас папканы үстелге қойды. Мен алаяқтық бойынша арыз жазуға келдім. Тергеуші таңырқап қалды. Кімге қатысты? Алмас ауыр күрсінді. Өз ағама, Сәкенге. 1 сағат бойы Алмас бәрін түгел айтып берді. Серіктің Америкаға кеткені, ай сайын ақша жібергені, ақшаның Сәкеннің есеп шотына түскені, Нұрзия ананың 1 тиын да алмағаны, банк құжаттары, ақша аударымдарының көшірмелері, тіпті Сәкеннің алғашында уақытша ала тұрдым деген сөзінің телефондағы жазбасында қосты. Тергеуші ұзақ үнсіз отырды. Соңында: бұл іс бойынша тексеру бірден басталады. Мен анам білмей қалса екен деп едім. Жоқ, мұндай істі жасыруға болмайды. Әділдік орнауы керек.
Сол күні түстен кейін полиция Сәкенді шақырды. Сәкен кабинетке кіргенде-ақ бәрін түсінді. Тергеуші алдына банк көшірмелерін қойды. Мына есеп-шот сіздікі ме? Иә. Осы ақша қайдан түсті? Сәкен үндемеді. Бұл ақша кімге арналған? Тағы үнсіздік. Тергеуші даусын қатайта түсті. Жауап беріңіз. Сәкен басын төмен түсіріп. Нұрзия жеңешеме. Онда неге бермедіңіз? Көзінен жас шығып кетті. Басында қайтарам деп ойладым. Кейін кеш болып кетті. Америка. Серік жұмыста жүр. Бірақ бүгін ештеңеге көңілі жоқ. Темір көтеріп жүрсе де ойы ауылда. Түскі үзілісте Гаухар қасына келді. Тамақ ішпей отырсыз ба? Тәбет жоқ. Анаңызды ойлап отырсыз ба? Серік үнсіз басын изеді. Гаухар сөмкесінен кішкентай термос шығарды. Мынау ыстық шай, ішіңіз. Серік алғыс айтып алды. Бір ұрттағаннан кейін, рахмет. Гаухар жай ғана жымиып, кейде адамның жарасын дәрі емес, бір жылы сөз емдейді. Бұл сөз Серіктің жүрегіне ерекше әсер етті. Кешке қарай телефон шырылдады. Бұл жолы Алмас хабарласып тұр. Даусы бұрынғыдан сенімді естіледі. Аға. Алмас. Полиция істі қабылдады. Серік үнсіз қалды. Анам біле ме? Бірақ ол бізге бір-ақ нәрсе айтты. Не деді? Алмас көз жасын жасыра алмады. Балаларым, кек алмаңдар. Әділдік заңмен келсін. Жүректеріңге өшпенділік болмасын деді. Серік телефонын құлағынан алып көзіне басты. Міне, менің анам сондай адам. Бірнеше күннен кейін компания директоры Дэвид мырза Серікті тағы шақырды. Бұл жолы кабинетте Дәурен де отыр екен. Дэвид орнынан тұрып, Серік, we trust you. Ерлан аударды. Компания саған жаңа жобаны басқаруды ұсынады. Егер келіссең, жалақың тағы да өседі. Серік бірден жауап бермеді. Ол терезеден сыртқа қарап қалды. Көз алдында анасының шаршаған жүзі. Алмас, самал, ескі үй, жыртық шатыр. Сосын директорға бұрылып, мен келісемін, бірақ бір мақсатым бар. Қандай мақсат? Неғұрлым тезірек елге оралу. Анамды енді ешқашан жылатқым келмейді. Дэвид жымиып қолын созды. Онда бірге жұмыс істейміз. Сол түні Дәурен мен Серік Манхэттеннің биік ғимараттарының арасында келе жатты. Дәурен кенет тоқтады. Балам, есіңде сақта. Не? Адамды байтатын ақша емес, қиындық. Егер сен осы сынақтан өтсең, ертең ешкім сені сындыра алмайды. Серік аспанға қарады. Қар баяу жауып тұр. Ол іштей, анашым, аз қалды. Мен сізге міндетті түрде күлімдеп ораламын, деп сыбырлады. Бірақ дәл сол сәтте Қазақстанда Нұрзия ана кенет жүрегін ұстап, орындыққа отыра кетті. Самал шошып, анашым, деп айқайлап жіберді. Қазақстан, кешкі сағат 7. Самал ас үйде шай дайындап жүрген. Алмас аулада отын жарып жатқан. Нұрзия ана кенет кеудесін ұстап, орындыққа отыра кетті. Тынысы тарылып барады. Бетіне қан жүгірмей қалды. Анашым. Самал айқайлап жүгіріп келді. Не болды? Нұрзия ана әрен сөйледі. Ештеңе. Аздап жүрегім қысылып кетті. Самалдың қолы қалтырап кетті. Алмас, жедел жәрдем шақыр. Жарты сағаттан кейін дәрігер келді. Қан қысымын өлшеді. Жүрегін тыңдады. Басын шайқап. Жағдайын бақылау керек. Қатты уайымдаған. Қан қысымы өте жоғары. Самал қорқып кетті. Қауіпті емес пе? Қазір қауіп жоқ. Бірақ мұндай күйзеліс жалғаса берсе, жағдай қиындауы мүмкін. Нұрзия ана дәрігердің сөзін бөліп жіберді. Балаларыма ештеңе айтпаңыздар. Дәрігер таңырқап қарады. Неге? Үлкен ұлым алыста жүр. Ол уайымдамасын. Америка. Дәл сол уақытта Серік жаңа жобаның сызбаларын қарап отырған. Кенет жүрегі бір түрлі шым ете қалды. Қаламы қолына түсіп кетті. Дәурен байқағап. Не болды? Білмеймін. Жүрегім тыныш емес. Анам есімнен шықпай қойды. Дәурен иығынан қақты. Хабарлас. Ана жүрегі мен бала жүрегі бір-бірін алыстан да сезеді. Серік бірден телефон соқты. Нұрзия ана дәрі ішіп отырған. Экранда Серік деген жазуды көргенде жүзіне күлкі үйірілді.
Даусын ештеңе болмағандай шығарып: «Ассалаумағалейкум балам». «Уағалейкум ассалам анашым. Даусыңыз біртүрлі шығып тұр ғой. Ауырған жоқсыз ба?» Нұрзия ана жымиып: «Жоқ қарағым, шаршаған шығармын. Самал жанында тұр». Көзіне жас келіп кеткен. Бірақ үндемеді. «Анашым, дәрігерге барып жүрсіз бе?» «Барып жүрмін балам, уайымдама». Бұл өміріндегі тағы бір өтірік еді. Бірақ бұл өтірік баласының көңілін қорғау үшін айтылды. Телефонды қойған соң Самал шыдай алмады. «Анашым, неге айтпадыңыз?» Нұрзия ана қызының бетінен сипады. «Қызым, ол біз үшін күнде қара жұмыс істеп жүр. Менің ауруымды білсе, өзін жек қояды. Бірақ ол бәрібір біледі ғой». «Жоқ, елге қайтқанша білмесін». Америка. Келесі күні компанияда маңызды жиналыс өтті. Директор Дэвид барлық бөлім басшыларын жинады. Жаңа халықаралық жоба басталмақ. Жиналыс аяқталған соң Дэвид Серікке бұрылды. «Серік, tomorrow you will represent our team». Ерлан аударды. «Ертең сен компания атынан инвесторлар алдында сөйлейсің». Серік аң-таң болды. «Мен бе?» «Иә, біз саған сенеміз». Серік бір сәт ойланып қалды. Ол кеше ғана қара жұмысшы еді. Енді халықаралық жобаға қатысқалы тұр. Кешке Гаухар оны дайындап отыр. «Қорқып тұрсыз ба?» «Шынымды айтсам, иә». «Неден?» «Қателесіп қалам ба деп». Гаухар күлімсіреді. «Сіз Америкаға бір ауыз ағылшынша білмей келдіңіз. Соған қарамастан бәрін үйрендіңіз. Енді мынадан қорқасыз ба?» Серік жымиып жіберді. «Сіз мені әрқашан жігерлендіресіз». Гаухар үндемей қалды. Ол соңғы айларда Серікке деген ерекше сезім пайда болған түсіне бастаған. Бірақ оны айтуға әлі ерте еді. Қазақстан. Сол түні Алмас сыртқа шықты. Ауыл іші тыныш. Аспан толы жұлдыз. Ол әкесінің қабіріне барып отырды. «Әке, ағам жалғыз өзі бәріміз үшін күресіп жүр. Анам ауырып қалды. Мен енді әлсіз болмаймын. Сіз жоқта осы үйдің тірегі болуға тырысамын». Ол көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Дәл сол сәтте артынан бір дауыс шықты. «Алмас!» Бұрылып қараса, Сәкен тұр екен. Жүзі әбден жүдеп кеткен. Көзі ісіп кеткен. Ол ақырын ғана: «Маған бір мүмкіндік берші. Мен анаңнан кешірім сұрағым келеді». Алмас үнсіз қатып қалды. Өйткені бұл кездесудің бүкіл оқиғаны басқа арнаға бұратынын ол әлі білмейтін еді. Қазақстан. Түн. Ауылдың сыртындағы ескі қорым. Ай сәулесі ғана айналаны көмескі жарықтандырып тұр. Алмас әкесі жеткізгеннің бейітінің жанында үнсіз тұр еді. Артынан шыққан дауысқа жалт бұрылды. «Алмас?» «Сәкен». Баяғыдай паң емес. Киімі де қарапайым. Жүзі әбден азып кеткен. Көзінің астын қара көлеңке басқан. Алмас суық үнмен: «Не керек сізге?» Сәкен жақындай алмады. Орнында тұрып қалды. «Мен Нұрзия жеңешеден кешірім сұрағым келеді». Алмас ашуын әрең тежеп тұр. «Кешірім сұрау оңай, ал анамның төккен көз жасын қайтара аласыз ба?» Сәкен үнсіз қалды. Жауап бере алмады. Бірнеше секундтан кейін ғана ол қалтасынан қалың конверт шығарды. «Мынау». Алмас алған жоқ. «Бұл не?» «Үйімді саттым. Көлігімді де саттым. Банктегі ақшамды түгел жинадым». «Сосын?» «Серік жіберген ақшаның бір бөлігі». Алмас конвертке қарамады да. «Бұл толық ақша емес қой?» Сәкен басын изеді. «Иә, толық емес. Бірақ қалғанында қайтарамын. Қанша жыл кетсе де қайтарамын». Алмас ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана: «Бұл ақшаны маған емес, анамның қолына апарып беріңіз. Егер шынымен өкінсеңіз, оның көзіне тіке қарап тұрып кешірім сұраңыз». Сәкеннің ерні дірілдеп кетті. «Қорқыптымын». «Қорыққаныңыз дұрыс. Анам сізді ешқашан жаман көрген емес». Бұл сөз Сәкеннің жүрегіне пышақтай қадалды. Ертеңіне таңертең Нұрзия ана аулада кір жайып жүрген. Есіктің алдына ескі көлік келіп тоқтады. Көліктен Сәкен түсті. Қолында әлгі конверт. Қақпаға дейін келді. Бірақ есікті қаға алмай ұзақ тұрды. Ақыры батылдық жинап: «Жеңеше?» Нұрзия ана бұрылып қарады. «Кел балам».
Ол бұрынғыдай жылы қарсы алды. Бұл мейірімділік Сәкенге одан сайын ауыр тиді. Үйге кірген соң ұзақ уақыт ешкім сөйлемеді. Ақыры Сәкен орнынан тұрып, Нұрзия ананың алдына тізерлеп отырды. Жеңеше, мені кешіріңіз. Нұрзия ана аң-таң болып қалды. Не болды, балам? Сәкен көз жасын тыя алмады. Мен Серіктің ақшасын сізге бермедім. Үй іші үнсіз қалды. Самал көзін жұмып жіберді. Алмас қабырғаға сүйеніп тұр. Сәкен сөзін жалғастырды. Алғашында уақытша ала тұрайын дедім. Кейін қайтарам дедім. Бірақ ақша көбейген сайын нәпсім жеңді. Мен адамдығымнан айырылып қалдым. Ол конвертті үстелге қойды. Мынау. Қазір қайтара алғаным. Қалғанында қайтарамын. Ант етемін. Нұрзия ана үнсіз отыр. Көзінен жас баяу ғана ағып жатыр. Бір кезде ол орнынан тұрды. Сәкен де басын көтерді. Нұрзия ана жай ғана. Балам, сен менің ақшамды емес, ұлымның маңдай терін алдың. Бұл сөзден кейін Сәкеннің еңсесі мүлде түсіп кетті. Кешіріңіз. Нұрзия ана көзіне қарап. Мен сені жек көрмеймін, бірақ сен өзіңді өмір бойы кешіре аласың ба? Сәкен жылап жіберді. Өмірінде бірінші рет шын жүректен өкінді. Америка. Сол күні кешке компаниядағы үлкен жоба басталды. Инвесторлар келген. Залда 100-ден аса адам отыр. Дэвид мінберге шығып. Today, I want to introduce one of our best employees. Серік. Зал қол соқты. Серік сахнаға көтерілді. Қолдары сәл дірілдеттір. Алғашқы сөздерін ағылшынша бастады. Аздап кідірсе де тоқтамады. Өзінің құрылыс жобасын сенімді түрде таныстырды. Жоба аяқталғанда зал ұзақ қол соқты. Дэвид риза болып, «Excellent». Гаухардың жүзі бал-бұл жанды. Ол іштей, «Жарайсын, Серік», деп қуанып тұрды. Жиналыстан кейін Дэвид Серікті оңаша шақырды. Үстелдің үстіне жаңа келісім шарт қойды. Серік, «We have a special offer for you». Ерлан аударды. Компания сені Америкадағы жаңа филиалдың жетекшісі етіп тағайындағысы келеді. Жалақын бірнеше есе өседі. Қызметтік пәтер мен көлік беріледі. Бұл кез келген адамның арманы еді. Бірақ Серік үнсіз қалды. Ол терезеден сыртқа қарап тұрды. Көз алдына анасының жүзі келді. Туған ауылы. Әкесінің қара шаңырағы. Ол ақырын ғана. Мағаған ойлануға уақыт беріңізші, деді. Өйткені оның жүрегі Америкада емес. Туған елінде қалып қойған еді. Америка. Нью-Йорк. Дэвид мырзаның кабинеті. Үстелдің үстінде жаңа келісім шарт жатыр. Ондағы жалақы мөлшерін көрген адам таң қалмай қалмайтын. Қызметтік пәтер, компания көлігі, медициналық сақтандыру. Болашақта серіктестікке дейін өсу мүмкіндігі. Дэвид күлімсіреп. Серік, take your time, but we hope you'll stay with us for many years. Ерлан қазақша аударып берді. Серік қағазды қолына алды. Бірақ оны оқып отырған жоқ. Көз алдына анасының ескі үйі келе берді. Кешке жатақханаға қайтқанда Дәурен күтіп отыр екен. Не деді директор? Серік келісім шартты үнсіз ұсынды. Дәурен оқып шықты. Көзі бақырайып кетті. Мынау. Өмірде бір-ақ рет келетін мүмкіндік қой. Серік жай ғана басын изеді. Білемін. Онда неге қуанбай отырсың? Серік терезеге қарап қалды. Өйткені мен бұл жерге өмір бойы қалу үшін келген жоқпын. Дәурен үндемей қалды. Сәлден кейін ғана. Серік, мен саған бір сырымды айтайын. Серік бұрылып қарады. Мен де кезінде сен сияқты келгенмін. 2 жыл жұмыс істеймін де қайтамын дегенмін. Сосын, міне, 15 жыл өтті. Серік таңырқап қалды. Неге қайтпадыңыз? Дәурен ауыр күрсінді. Бір жоба шықты. Сосын тағы бір жоба. Ақша көбейді. Үй алдым. Көлік алдым. Бірақ ол үнсіз қалды. Не болды? Әкем қайтыс болғанда үлгермедім. Анамның соңғы демінде көрмедім. Бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Ақшаның бәрі орнында қалды. Бірақ сол бір сәтті
еш қашан қайтара алмадым. Бұл сөз Серіктің жүрегіне терең қадалды. Ертеңіне Гаухар Серікті Манхэттендегі саябаққа шақырды. Күздің соңғы айы. Сары жапырақтар жерге төгіліп жатыр. Екеуі үнсіз жүріп келеді. Бір кезде Гаухар сөз бастады. Келісім шартқа қол қоясыз ба? Әлі шешкен жоқпын. Ал жүрегіңіз не дейді? Серік бірден жауап берді. Жүрегім елге қайт дейді. Ал ақылыңыз? Ақылым осындай мүмкіндік енді келмейді дейді. Гаухар күлімсіреді. Кейде адамның жүрегі ақылынан дана болады. Олар орындыққа отырып қалды. Аз уақыт үнсіздік орнады. Кенет Гаухар сұрады. Серік, егер ертең Қазақстанға қайтсаңыз, не істейсіз? Серік бірден жауап берді. Әкемнің үйін қайта салам. Тағы, Алмасқа өз кәсібін ашып беремін. Самалдың үлкен дәрігер болуына көмектесемін. Тағы, Серік күлімсіреді. Ауылда жұмыс орындарын ашам. Мен сияқты ешбір қазақ баласы анасын асырау үшін шетелге кетуге мәжбүр болмасын. Гаухар оның жүзіне ұзақ қарап қалды. Осы адамды өзгелерден ерекшелендіріп тұрған да осы екен деп ойлады ішінен. Қазақстан. Сәкен сотқа дейінгі тергеуде жүр. Үйін сатып, ақшаны қайтарғанмен заң алдындағы жауапкершіліктен құтыла алмады. Бір күні ол жалғыз өзі жеткізгеннің бейітіне келді. Тізерлеп отырды. Аға, кешіріңіз. Көзінен жас сорғалап ақты. Сіз маған әрқашан жақсылық жасадыңыз. Ал мен сіздің балаңызға қиянат жасадым. Жел баяу ғана есіп өтті. Қорымда ешкім жоқ. Тек Сәкен ғана өз ар ұятымен бетпе-бет қалған еді. Сол күні кешке Нұрзия ана телефон арқылы Серікпен сөйлесті. Балам? Иә, анашым. Алмас айтты. Компания сені үлкен қызметке шақырып жатыр екен. Серік қаңырқап қалды. Иә, бірақ әлі келіскен жоқпын. Нұрзия ана біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана. Балам, мен саған ешқашан өзім үшін шешім қабылдатқым келмейді. Егер бақытың Америкада болса қал. Егер бақытың Қазақстанда болса қайт. Бірақ қай жерде жүрсең де жүрегің адал болсын. Сонда мен бақыттымын. Серік көзіне келген жасты жасыра алмады. Анашым, менің бақытым сіздердің қастарыңызда ғана. Телефонды қойған соң Серік үстелге отырды. Алдына екі қағаз қойды. Бірі Америкадағы жоғары қызмет туралы келісім шарт. Екіншісі Қазақстанға қайтатын ұшақтардың кестесі. Ол ұзақ ойланып отырды. Сыртта Нью-Йорктың шамдары жарқырап тұр. Ал оның жүрегінде Маңғыстаудың самалы есіп тұрғандай еді. Сол түні ол өміріндегі ең маңызды шешімді қабылдады. Бірақ бұл шешімді әзірге ешкімге айтпады. Тіпті Гаухардың өзіне де. Америка, Нью-Йорк, түнгі сағат 12. Жатақхананың терезесінен қала шамдары жұлдыздай жарқырап тұр. Серік үстелдің басында жалғыз отыр. Алдында екі қағаз жатыр. Бірі жоғары қызметке шақырған келісім шарт. Екіншісі Қазақстанға қайтатын ұшақ билеті. Ол ұзақ ойланып отырды. Сосын қолына қалам алды. Бір сәт көзі жұмылды. Әкесінің сөзі есіне түсті. Балам, ақша адамға қызмет ету керек. Адам ақшаға қызмет етпеу керек. Серік көзін ашты. Келісім шартты ақырын ғана жауып қойды. Ал ұшақ билетіне қарап күлімсіреді. Үйге қайтатын уақыт келді. Ертеңіне таңертең компанияға ерте келді. Дэвидтің кабинетінің есігін қақты. Come in. Дэвид жылы қарсы алды. Well, Серік. Have you decided? Ерлан аударып берді. Шешім қабылдадың ба? Серік орнынан тұрып, екі қолымен келісім шартты директорға қайтарды. Иә, қабылдадым. Бірақ, Дэвид жымиып. Congratulations. Серік басын шайқады. Мен бұл қызметтен бас тартамын. Кабинет іші тып-тыныш болып қалды. Дэвид біраз үнсіз отырды. Сосын, неге? Ерлан сұрақты аударды. Серік баяу сөйледі. Мен бұл жерге бай болу үшін келген жоқпын. Мен анамды жоқшылықтан құтқару үшін келдім. Енді сол мақсатым орындалды. Менің орным туған елімде. Дэвид ұзақ қарап отырды. Сосын орнынан тұрып, Серіктің қолын қысты. Мен өмірімде көп адам көрдім. Бірақ сендей адам өте сирек кездеседі. Дэвид үстелдің тартпасынан көк папка шығарды.
Бұл біздің саған сыйлығымыз. Ішінде компанияның алғыс хаты, қомақты сыйақы және өмір бойы қайта жұмысқа қабылдануға кепілдік беретін арнайы сертификат. Егер бір күні қайтып келгің келсе, біздің есігіміз саған әрқашан ашық. Серік басын иіп: рахмет. Мен бұл жақсылықты ешқашан ұмытпаймын. Кабинеттен шыққан соң Дәурен күтіп тұр екен. Не болды? Қайтамын. Дәурен үндемей қалды. Көзімен жас жылтырап кетті. Дұрыс шешім. Екеуі үнсіз құшақтасты. Бірнеше секунд ештеңе демеді. Сосын Дәурен күліп: бірақ бір шартым бар. Қандай? Ауылында зауыт салғанда мені де шақырасын. Серік күліп жіберді. Сізді шақырмайтын күнім болмайды. Кешке қарай Гаухар келді. Қолында кішкентай қорап. Естідім. Елге қайтады екенсіз. Дауысында мұң бар еді. Иә. Екеуі үнсіз тұрды. Ақыры Гаухар қорапты ұсынды. Мынау сізге. Серік ашып қарады. Ішінде былғары мұқабалы кішкентай күнделік жатыр. Алғашқы бетіне әдемі әріппен жазылыпты. Туған жерге апаратын жол ешқашан ұмытылмайды. Серік кітапты кеудесіне басты. Рахмет. Ашық көріңіз. Соңғы бетінде тағы бір сөйлем бар екен. Егер бір күні тағдыр жолымызды қайта тоғыстырса, мен соған қуанар едім. Серік үндемей қалды. Бұл сөздің астарында қанша сезім жатқан екеуі де түсінді, бірақ ешқайсысы ашық айтпады. Қазақстан. Дәл сол күні ауылда тағы бір жаңалық болды. Тергеу аяқталды. Сәкеннің ісі сотқа жіберілді. Ауыл адамдары екіге бөлінді. Бірі заң алдында жауап беруі керек деді. Екіншісі ақшаны қайтарды ғой, кешірім берсін десті. Ал Нұрзия ана ешкімді жамандаған жоқ, тек бір ауыз сөз айтты. Әділдікті сот шешсін, ал жүректегі кекті Алла алсын. 2 күннен кейін Нью-Йорк халықаралық әуежайы. Серік чемоданын сүйреп келе жатыр. Қолында бір ғана билет. Бағыты Нью-Йорк, Алматы. Ұшаққа отырар алдында соңғы рет артына қарады. Осы қала оған көп нәрсе берді. Ауыр еңбек, сынақ, дос, махаббат, өмірлік сабақ. Бірақ ең бастысы туған жердің қадірін үйретті. Ұшақтың есігі жабылды. Серік орындығына отырып белдігін тақты. Ұшақ көкке көтерілгенде ол ақырын ғана сыбырлады. Анашым, мен үйге келе жатырмын. Бірақ оны Қазақстанда тек анасы ғана емес, тағы бір тосын сый күтіп тұрған еді. Ұшақ Алматы әуежайына қонғанда таң енді ғана атып келе жатқан еді. Серік иллюминатордан сыртқа ұзақ қарап отырды. Көз алдына қарлы таулар көрінді. Жүрегі ерекше толқыды. Елім. Ол еріксіз күлімсіреп жіберді. Америкада жүрген 3 жыл ішінде дәл осы сөзді жүрегінде 1000 рет қайталаған. Ұшақтан түскен бойда Серік еңкейіп жерге қолын тигізді. Ешкім байқамады. Бірақ ол туған жердің топырағын алақанына алып, шүкір, елге аман жеттім, деп сыбырлады. Алматыдан Ақтауға ұшатын рейске дейін бірнеше сағат бар еді. Серік әуежайдағы дүкендерді аралап жүріп, анасына әдемі ақ камзол, жібек орамал және жылы пальто сатып алды. Самалға дәрігерлікке қажет ноутбук алды. Алмасқа инженерлер қолданатын заманауи компьютер мен құрал жабдықтар сатып алды. Бірақ ең соңында кішкентай дүкенге кірді. Сөренің ішінде күмістен жасалған ескі үлгідегі сағат тұр екен. Сатушы: сыйлыққа ма? Серік күлімсіреп: иә, ініме, әкемнің жолын жалғастырсын деп. Кешке қарай ұшақ Ақтауға қонды. Әуежайдан шыққанда бетіне Каспийдің самалы соқты. Ол терең тыныс алды. Мына ауаның өзі қандай керемет. Америкадағы биік үйлер де, жарқыраған көшелер де осы бір самалдың орнын баса алмаған еді. Такси ауылға қарай жүйткіді. Керезеден таныс жолдар көріне бастады. Баяғы құдық, баяғы төбе, баяғы ақ шаң басқан жол. Жүрегі аттай тулап барады. Ал дәл осы уақытта ауылда Нұрзия ана әдеттегідей ауылда отыр еді. Қолында ұлының ескі суреті. Самал шай дайындап жүр. Алмас аулыда ағаш жарып жатыр. Ешқайсысы бүгін Серіктің келетінін білмейді.
Серік әдейі ешкімге айтпаған. Сюрприз болсын деген. Кешкі күн қызарып батып бара жатқан. Такси ауылдың шетіне кірді. Серік жүргізушіге: "Осы жерден тоқтай тұрмызшы", деді. Жүргізуші таңырқап: "Үйіңізге дейін апарып тастайын ғой". "Жоқ, қалған жолды жаяу жүргін келеді". Серік чемоданын қолына алып баяу жүріп келеді. Әр қадам сайын балалық шағы есіне түседі. Осы көшеде доп тепкен, осы жолмен мектепке барған, осы ағаштың түбінде әкесімен отырып әңгімелескен. Көзінен еріксіз жас шап кетті. Үйдің қақпасына жетті, бірақ бірден кірмеді. Іштен анасының даусы естілді: "Самал, шайың дайын болды ма, қызым?" "Болды, анашым". Серіктің жүрегі шым ете қалды. 3 жыл бойы дәл осы дауысты сағынған еді. Ол қақпаны ақырын ғана ашты. Аула баяғы қалпы. Кек алма ағашы өсіп кетіпті. Нұрзия ана арқасын беріп отыр екен. Серік үнсіз жақындады. Дауысы дірілдеп шықты: "Анашым". Нұрзия ана селк етіп бұрылды. Алғашында сенбей қалды. Көзіне қайта-қайта қарады. "Серік". Серік күлімсіреп тұр. "Иә, анашым, мен келдім". Нұрзия ана орнынан тұрамын деп сүрініп кете жаздады. Самал айқайлап жіберді: "Аға!" Алмас сырттан жүгіріп кірді. "Аға!" Бір сәтте бүкіл отбасы құшақтасып кетті. Нұрзия ана ұлының бетінен, маңдайынан қайта-қайта сүйіп жатыр. "Балам, келдің бе? Шынымен сен бе?" Серік анасын құшақтап, көз жасын тия алмады. "Кешіріңіз, анашым, көп күттіріп қойдым". "Жоқ, балам, ең бастысы аман келдің". Осы кезде көрші қолаңда жинала бастады. "Серік келіпті, Америкадан қайтып келіпті". Балалар жүгіріп, үлкендер батасын беріп жатты. Қалибек ата ақырын келіп, Серіктің иығына қолын қойды. "Балам, әкеңнің арманы орындалды. Сен елге басынды тік ұстап қайттың". Серік атаның қолын сүйді. "Ата, мен енді еш қайда кетпеймін. Енді туған жерім үшін еңбек етемін". Бірақ дәл сол сәтте ауылдың шетіне полиция көлігі келіп тоқтады. Көліктен тергеуші түсті. Ол Серіктің жанына келіп: "Серік жеткізген ұлы?" "Иә, сізден бір өтініш бар. Ертең Сәкенге қатысты сот отырысы өтеді. Сіздің қатысуыңыз қажет". Серік үнсіз қалды. Үйге келген алғашқы күннің қуанышы енді ертең ауыр сынаққа ұласқалы тұр еді. Өйткені ол ертең өзінің туған ағасының тағдырын шешетін сот залында тұратын еді. Таң атты. Ауылдың үстін ақшыл тұман басып тұр. Бірақ Серік түні бойы көз ілген жоқ. Үйге келген қуаныштың орнына жүрегін ауыр ой билеп алған. Бүгін сот. Бүгін ол өміріндегі ең қиын шешімдердің біріне куә болады. Таңғы шай үстінде ешкім көп сөйлеген жоқ. Самал үнсіз шай құйып отыр. Алмас терезеден сыртқа қарап кеткен. Нұрзия ана ғана сабырлы көрінуге тырысты. "Балам". Серік анасына бұрылды. "Е, анашым, бүгін не айтсаң да ашумен айтпа. Ашу адамның тілін емес, жүрегін білдіреді". Серік басын изеді. "Уәде беремін". Аудандық сот. Зал адамға лық толы. Ауылдың үлкендері де келген. Көрші қолаңда осында. Бәрі осы істің қалай аяқталатынын күтуде. Сот хатшысы: "Барлығы орындарыңыздан тұрыңыздар". Судья залға кірді. Бірнеше минуттан кейін есік ашылды. Екі полиция қызметкерінің ортасында Сәкен кірді. Серік оны көріп, жүрегі шым ете қалды. Бұл баяғы тәкаппар, өзіне сенімді Сәкен емес еді. Жүзі әбден жүдеп кеткен, шашына ақ кірген, көзінің астын ұйқысыздық басқан. Ол залда кірген бойда Серікті іздеді. Көздері түйіскенде басын төмен түсірді. Сот басталды. Тергеуші барлық дәлелдерді оқып шықты. Банк құжаттары, ақша аударымдары, телефон жазбалары, Сәкеннің өз мойындауы, барлығы анық еді. Судья Сәкенге қарады. "Айыпты мойындайсыз ба?" Сәкен орнынан тұрды. Дауысы қарлық кеткен. "Иә, толық мойындаймын". Судья тағы сұрады. "Айтарыңыз бар ма?" Сәкен бір сәт үнсіз тұрды. Сосын бұрылып Серікке қарады. "Бар". Зал тып-тыныш болып қалды. "Серік". Серік үндемеді. "Мен сенің ақшаңды ғана ұрлаған жоқпын. Мен сенің анаңа деген махаббатыңды ұрладым". Залда отырғандардың көбі көз жасын сүрте бастады. Сәкен сөзін жалғастырды.
Америкада таңнан кешке дейін маңдай керінді төгіп жүргенімді біле тұра, ақшаңды өзіме жұмсадым. Күн сайын ертең қайтарамын деп өзімді алдадым. Бірақ нәпсім жеңді. Ол көз жасын тыя алмады. Мені кешірудің қажеті жоқ. Мен тек Нұрзия жеңешенің алдында басынды иемін. Сәкен кенет Нұрзия ананың алдына барып тізерлеп отырды. Жеңеше, даусы дірілдеп шықты. Мен сіздің ұлыңыздың маңдай терін аяққа таптадым. Мен сіздің сеніміңізді саттым. Мені кешіріңіз. Нұрзия анада көз жасын сүртіп отыр. Ол орнынан жайлап тұрды. Бүкіл зал демін ішіне тартып қалды. Нұрзия ана Сәкеннің жанына келді. Басын көтерді. Балам, кешірім сұрау әлсіз адамның емес, қателігін түсінген адамның ісі. Бірақ кешірім алғаннан кейін бұрынғы өміріңе қайта оралсаң, оның еш пайдасы жоқ. Сәкен жылап жіберді. Жоқ, енді ондай болмаймын. Судья үкімді оқыды. Сәкен келтірілген шығынды толық өтеуге міндеттелді. Сонымен қатар, заң бойынша жаза тағайындалды. Зал үнсіз тыңдап отырды. Үкім заңды әрі әділ еді. Сот аяқталғаннан соң, жұрт сыртқа шыға бастады. Серік жалғыз өзі дәлізде тұр еді. Артынан Сәкен келді. Қасында полиция қызметкері. Серік бұрылды. Иә, саған бір ғана өтінішім бар. Айтыңыз. Анаңа қамқор бол. Сен жоқта оның қанша жылағанын енді түсіндім. Серік біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана. Мен сізді жек көрмеймін. Бірақ сенімді қайта табу үшін ұзақ уақыт керек. Сәкен басын изеді. Мен соған дайынмын. Сол күні кешке ауыл адамдары Серіктің үйіне жиналды. Қалибек ата сөз алды. Бүгін біз бір нәрсеге куә болдық. Әділдік заңмен орнады. Бірақ одан да маңыздысы, жүректерінде өшпенділік қалмады. Нағыз жеңіс осы. Жұрт басын изеді. Түнде Серік жалғыз өзі әкесінің бейітіне барды. Қолында кішкентай шам. Ол үнсіз отырып қалды. Әке, мен бүгін сіздің сөзіңіздің мағынасын толық түсіндім. Бай адам ақшасы көп адам емес екен. Бай адам кек сақтамайтын адам екен. Ол көкке қарады. Жұлдыздар жымыңдап тұр. Серік терең тыныс алды. Енді жаңа өмір басталады. Бірақ ол ертең ауылға күтпеген қонақ келетінін, және сол қонақ оның тағдырын тағы да өзгертетінін әлі білмейтін еді. Сот өткеніне 3 күн болды. Ауыл қайтадан өз тіршілігіне кіріскен. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Нұрзия ананың жүзінде алғаш рет көптен бері көрінбеген тыныштық пайда болды. Самал күліп жүр. Алмас бұрынғыдан да жігерленіп кеткен. Ал Серік таң атқаннан кешке дейін ауылды аралап жүр. Бос тұрған ескі ғимараттарды қарайды. Жер телімдерін көреді. Ауылдағы жастармен сөйлеседі. Оның ойында бір ғана мақсат бар. Жұмыс орындарын ашу. Бір күні таңертең ауылдың шетіне бірнеше қымбат жол талғамайтын көлік келіп тоқтады. Ауыл адамдары таңырқап қарап қалды. Кімдер екен? Әкімдік шығар. Жоқ, нөмірлері басқа ғой. Көліктің есігі ашылды. Алғаш болып Дәурен түсті. Оның артынан костюм киген 4-5 адам шықты. Серік таңырқап қалды. Дәурен аға? Екеуі құшақтасып амандасты. Қалайсың, бауырым? Жақсы. Сіз мұнда қайдан жүрсіз? Дәурен күлімсіреді. Саған уәде бергенмін ғой. Ұмытып қалған жоқ шығармын. Серік түсінбей қарады. Қандай уәде? Ауылда зауыт салсаң, мені шақырасың дегенмін. Сен шақырмадың. Сондықтан өзім келдім. Екеуі күліп жіберді. Дәурен қасындағы адамдарды таныстырды. Мына кісілер менің инвестор серіктестерім. Біз сенің жобаңды көргіміз келеді. Егер бәрі көңілімізден шықса, бірге жұмыс бастаймыз. Серік бір сәт үнсіз қалды. Ол мұндайды күтпеген еді. Сол күні ауыл әкімдігінде үлкен жиын өтті. Әкім, ауыл ақсақалдары, кәсіпкерлер жиналды. Серік тақта алдына шығып, өз жобасын көрсетті. Біздің ауылдың ең үлкен мәселесі жұмыссыздық. Жастардың көбі қалаға немесе шетелге кетіп жатыр. Менің мақсатым оларды туған жерінде жұмыспен қамту. Ол картадан үлкен жер телімін көрсетті. Осы жерге құрылыс материалдарын шығаратын зауыт саламыз. Кейін
логистикалық орталық ашамыз. Болашақта ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін цех іске қосылады. Жұрт қызыға тыңдап отыр. Бір кезде әкім орнынан тұрды. Серік, бұл жобаға қанша адам жұмысқа орналасады? Алғашқы кезеңде 150 адам. Кейін 300-ге дейін көбейтеміз. Зал гүйлдеп кетті. Ауыл үшін бұл өте үлкен жаңалық еді. Инвесторлардың бірі сұрады. Ал неге дәл осы ауылды таңдадыңыз? Басқа қалада табыс көбірек болар еді. Серік жымиып жауап берді. Мен байлықты Америкадан таптым. Бірақ бақытымды туған жерден таптым. Сондықтан ең бірінші пайданы осы ауыл көруі керек. Залда ұзақ қол шапалақ естілді. Қалибек ата көзіне жас алды. Жарайсың балам. Жиын аяқталған соң Дәурен Серікті омаша шақырды. Мен саған тағы бір жаңалық айтайын. Қандай? Гаухар да Қазақстанға келді. Серік тамырқап қалды. Не дейсіз? Иә, ол да Америкадағы қызметінен уақытша демалыс алып келді. Серіктің жүрегі дүрсілдеп кетті. Қайда? Қазір анаңның үйінде отыр. Серік ештеңе деместен үйіне қарай жүгіріп кетті. Қақпаны ашып кіргенде, ауладан Нұрзия ана шай құйып отыр екен. Қасында Самал, ал дәл қарсысында ақ көйлек киген Гаухар күлімдеп отыр. Серікті көргенде орнынан жайлап тұрды. Екеуі бірнеше секунд үнсіз бір-біріне қарап қалды. Гаухар бірінші боп сөйледі. Ассалаумағалейкум, Серік. Уағалейкум ассалам, Гаухар. Туған жеріңіз құтты болсын. Серік жымиып, ал сіздің келуіңіз одан да құтты болды. Самал екеуіне қарап күліп жіберді. Нұрзия ана бәрін байқап отыр. Жымиып қана. Қызым, бері келші. Гаухар қасына барды. Нұрзия ана оның қолынан ұстап. Мен сені сырттай ғана емес, жүрегіммен де танып қойғанмын. Ұлым қиын күнде сен туралы көп айтатын. Гаухар ұялып қалды. Апа, бүгін қонақ болып келдім. Бірақ менің жүрегім саған басқа орын дайындап қойған. Серік анасының не айтқысы келгенін түсініп күлімсіреді. Ал Гаухардың жүзі қызарып кетті. Бірақ дәл осы сәтте ауылға тағы бір суыт хабар жетті. Зауыт салынатын жерге басқа бір ірі компанияда көз тігіп қойған екен. Енді Серік туған ауылының болашағы үшін жаңа күресті бастауға мәжбүр болатын еді. Ауылдың үстіне кешкі салқын түсе бастаған. Бірақ Серіктің үйінде ешкімнің шай ішуге зауқы соқпады. Дәурен жаңа ғана естіген жаңалығым айтып болған. Зауыт салынатын жерді шетелдік ірі компания сатып алмақ екен. Егер солай болса, Серіктің арманы орындалмайды. Ауыл тағы да жұмыссыз қалады. Дәурен карта жайып қойды. Мұна жерді көріп тұрсың ба? Серік басын изеді. Иә, осы жерге зауыт салмақ болғанын. Кеше ғана басқа компания сатып алуға өтініш беріпті. Олар мұнай қоймасын салмақшы. Серік үнсіз қалды. Ал ауыл адамдары ше? Оларға бәрібір. Олар тек пайдасын ойлап отыр. Нұрзия ана үнсіз тыңдап отырды. Бір кезде жай ғана. Балам. Иә анашым. Жер ақша үшін емес, ұрпақ үшін керек. Егер шынымен ауылға пайдасы тиетін іс болса, соңына дейін күрес. Бірақ ешкімге жамандық жасама. Серік анасының қолын ұстады. Уайымдамаңыз. Мен заңмен ғана жұмыс істеймін. Ертеңіне аудан әкімдігінде үлкен жиын өтті. Екі компанияда өз жобасын қорғау керек. Бірінші болып шетелдік компанияның өкілі сөйледі. Біздің жоба бюджетке көп салық әкеледі. Біз қойма саламыз. 50 адам жұмысқа орналасады. Залдағылар үнсіз тыңдап отыр. Кезек Серікке келді. Ол мінберге баяу көтерілді. Қолында ешқандай қалың папка жоқ. Тек бірнеше сызба және жүрегіндегі сенім. Құрметті ағайын, зал тынышталып қалды. Мен Америкада 3 жыл жұмыс істедім. Сол жерде бір нәрсені түсіндім. Байлық деген тек ақша емес. Байлық адамның өз елінде жұмыс істеуі, баласының шетелге кетпеуі, анасының баласын сағынып жыламауы. Жұрт үнсіз тыңдап отыр. Бұл жерге қойма салынса 50 адам жұмыс істейді. Ал біз зауыт салсақ, алғашқы жылы 150 адам, кейін 300-ден астам ауыл тұрғыны жұмысқа орналасады. Біз жастарды оқытамыз. Біз ауылдан көшуді тоқтатамыз. Ол бір сәт тоқтап қалды.
Мен бұл жобаны өзім үшін емес, әкемнің аманаты үшін, анамның көз жасы үшін, туған ауылым үшін ұсынып тұрмын. Залда ұзақ қол шапалақ естілді. Қалибек ата орнынан тұрды. Мен 75 жыл осы ауылда тұрып келемін. Осынша жылдан бері ешкім ауылға зауыт саламын, жастарды жұмысқа аламын деп келген емес. Мен ақсақал ретінде осы баланың жобасын қолдаймын. Оның артынан ауыл тұрғындары да орындарынан тұра бастады. Біз де қолдаймыз. Жер өз баламызға берілсін. Серікке сенеміз. Әкім халыққа қарап біраз үнсіз отырды. Сосын шешім қабылданды. Жер телімі жеткізген өндірістік жобасына беріледі. Зал қуанышқа бөленді. Самал жылап жіберді. Алмас ағасын құшақтап алды. Дәурен күлімсіреп, құттықтаймын серіктес, деді. Кешке бүкіл ауыл Серіктің үйіне жиналды. Ақсақалдар бата беріп жатты. Гаухар үнсіз ғана Нұрзия ананың жанына келді. Апа, иә қызым, мен сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Айта ғой, егер қарсы болмасаңыз, мен Қазақстанда қалғым келеді. Америкаға қайта бармаймын. Нұрзия ананың жүзі бал-бұл жайнап кетті. Қызым, сен бұл сөзді айтпай тұрбақ, мен сені өз қызым деп қабылдап қойғанмын. Гаухар көзіне жас алды. Сол сәтте Самал күліп жіберді. Апа, бір нәрсені байқамай отырсыздар ма? Нені? Ағам Гаухарға әлі ұсыныс жасаған жоқ қой. Үйдің іші ду күлкіге толды. Серік ұялып қалды. Ал Гаухардың жүзі қызара кетті. Нұрзия ана күліп, ендеше балам, енді көп күттірме, кейбір бақыттың да өз уақыты болады. Серік үнсіз ғана Гаухарға қарады. Екеуінің көздері түйісті. Осы бір үнсіздік бәрінен артық еді. Бірақ ол жүрегінде бір шешім қабылдап қойған болатын. Ертең әкесінің қара шаңырағының алдында барлық ауылдың көзінше өміріндегі ең маңызды сөзді айтатын еді. Арада бір апта өтті. Ауылдың шетінде үлкен құрылыс басталды. Алғашқы техникалар келіп, жер тегістеліп жатыр. Ауыл адамдарының жүзінен үміт сезіледі. Жастар күн сайын құрылыс басына келіп, қашан жұмысқа қабылдайсыздар деп сұрайды. Серік бәріне күлімсіреп, сабыр етіңдер, жақында бәрінің кезектерін келеді. Бірақ бүгін Серіктің көңілінде мүлде басқа толқу бар еді. Таңертең ерте әкесінің бейітіне барып қайтты. Қолында бір шоқ ақ гүл. Құлпытастың алдына тізерлей отырып, әке, даусы дірілдеп шықты. Мен сіздің аманатыңызды орындауға тырыстым. Анамның жүзінен күлкі көрдім. Ауылда құрылыс басталды. Бірақ бүгін сізден тағы бір бата сұрауға келдім. Жел баяу ғана есіп өтті. Бүгін мен өмірімдегі ең маңызды шешімді қабылдаймын. Сол күні кешке Нұрзия ана бәрін дастарханға шақырды. Дәурен де келген. Қалибек ата да отыр. Ауылдың бірнеше үлкені де шақырылған. Гаухар ештеңеден бейхабар. Апа, бүгін ерекше дастархан жайыпсыз. Нұрзия ана күлімсіреді. Бүгін ерекше күн, қызым. Күн бата бастады. Аулаға шамдар жағылды. Жастар домбыра тартып отыр. Балалар асыр салып ойнап жүр. Кенет Серік орнынан тұрды. Ағайын, бір ауыз сөзім бар. Жұрттың бәрі тынышталып қалды. Серік терең дем алды. 3 жыл бұрын мен осы ауылдан көзіме жас алып кеткен едім. Қалтамда аз ғана ақша. Жүрегімде анамның батасы ғана болды. Америка маған көп нәрсе үйретті. Бірақ ең үлкен сабақты туған жерге оралғанда түсіндім. Ол Нұрзия анаға қарады. Анам маған кешіруді үйретті. Әкем адал болуды үйретті. Дәурен аға сенуді үйретті. Сосын Гаухарға бұрылды. Ал бір адам қиын күндерімде жалғыз емес екенімді сездірді. Гаухардың жүрегі қатты соғып кетті. Серік қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Бүкіл ауыл бірден үнсіз қалды. Самал күлімсіреп Алмастың қолын қысып қойды. Міне, басталды. Алмас күліп басын изеді. Серік Гаухардың алдына келді. Бір тізерлеп отырды. Қорапты ашты. Ішінде ақ алтыннан жасалған әдемі жүзік жарқырап тұр. Серіктің даусы толқып шықты. Гаухар, Америкада жүргенде мені шаршатқан ауыр жұмыс емес еді. Мені шаршатқан анамды сағыну болатын. Ал сол кезде мені жұбатқан адам сен болдың. Гаухардың көзінен жас тырқып кетті. Мен өз өмірімді
Сенсіз елестете алмаймын. Серік бір сәт үнсіз қалды. Сосын, Гаухар, менің өмірлік жарым боласың ба? Бүкіл аула үнсіз қалды. Тіпті балалар да ойын тоқтатты. Гаухар көз жасын сүртіп тұр. Даусы әрең шықты. Иә. Бір секунд үнсіздік. Иә, келісемін. Жұрт ту қол шапалақтап жіберді. Самал қуаныштан жылап тұр. Алмас ағасын құшақтап алды. Дәурен көзіне жас алып: қызым, бақытты бол. Серік жүзікті Гаухардың саусағына тақты. Нұрзияна қолын жайып: я Алла, осы екі жастың бақыты ұзақ болсын. Бір-біріне сүйеніш болсын, ұрпағы көп болсын. Екі дүниенің жақсылығын бірге көсін. Әумин. Әумин деп бүкіл ауыл қосылды. Кеш бойы ән айтылып, күй тартылды. Қалибек ата сөз алып: бүгін біз тек екі жастың емес, екі жүректің қосылғанын көріп отырмыз. Адалдықпен басталған махаббаттың ғұмыры ұзақ болады. Түнде жұрт тарай бастағанда, Серік пен Гаухар аулада жалғыз қалды. Аспанда мұндаған жұлдыз жарқырап тұр. Гаухар жай ғана: бақыттымын. Серік оның қолынан ұстап: бұл әлі бастамасы ғана. Алдымызда үлкен жұмыстар күтіп тұр. Біз бірге ауылымызды өзгертеміз. Гаухар басын оның иығына қойды. Қай жерде болсан да, мен жанындамын. Серік көкке қарады. Іштей: әке, анашым. Арманымыз орындала бастады деп сыбырлады. Бірақ арада бірнеше ай өткен соң, бұл шаңырақты одан да үлкен қуаныш күтіп тұрған еді. Арада 6 ай өтті. Көктем келді. Кезінде бос жатқан кең далада қазір алып құрылыс қызу жүріп жатыр. Экскаваторлардың үні, дәнекерлеушілердің оты, жүк көліктерінің тоқтаусыз қатынауы. Ауыл адамдары күн сайын осы жерге келіп қарап кетеді. Өйткені бұл жай ғана зауыт емес. Бұл бүкіл ауылдың үміті еді. Серік күн сайын таңғы 7-де құрылыс басына келеді. Қарапайым жұмысшылармен бірге каска киіп жүреді. Бір күні жаңа жұмысқа тұрған жігіт: аға, сіз бастықсыз ғой, кеңседе отырмайсыз ба? Серік күліп жіберді: мен де сендер сияқты қара жұмысшы болып бастағанмын. Жердің иісін ұмытқан бастық халықтың жағдайында ұмытады. Жұмысшылар риза болып күлісті. Бір күні Алмас ағасының жанына келді. Қолында жаңа жоба. аға, мына жаңа құрылғыны қойсақ, өнімділік 20% артады. Серік қағазға қарап шықты. Жарайсың, бұрынғы Алмас емес екенсің, нағыз инженер болыпсың. Алмас күліп: мені осы күнге жеткізген сізсіз. Серік басын шайқады. Жоқ бауырым, сені жеткізген өз еңбегің. Ал Самал аудандық ауруханаға жұмысқа орналасты. Ол күн сайын ауылдың үлкендерін емдеп жүр. Бір күні Нұрзия ананың қан қысымын тексеріп болып: анашым, бұрынғыдан әлде қайда жақсы болыпсыз. Нұрзия ана күлімсіреді: жүрек тыныш болса, дене де жазылады екен қызым. Сол күні түсте құрылыс басына Дәурен келді. Ол алыстан қарап тұрып басын изеді. Серік, келіңіз аға. Мен сенің бүгінгі жұмысыңды көріп шықтым. Бір сөз айтайын. Тыңдап тұрмын. Мен Америкада 30 жылда көрмегенді сен 6 айда жасадың. Сен зауыт емес, адамдардың үмітін салып жатырсың. Серік үнсіз жымиып қойды. Бірнеше күннен кейін үлкен күн келді. Жеткізген өндірістік кешенінің ресми ашылуы. Ауылдың ортасына сахна құрылды. Әкім келді. Облыстан қонақтар келді. Журналистер келді. Бүкіл ауыл жиналды. Сахнаға бірінші болып Қалибек ата шықты. Қолына микрофон алып: мен осы ауылда 80 жылға жуық өмір сүрдім. Бірақ бүгінгідей қуанышты күнді алғаш көріп тұрмын. Бүгін біздің балаларымыз жұмыс іздеп шетелге емес, өз ауылына келеді. Мұның бәрі бір ананың дұғасы мен бір жігіттің адал еңбегінің арқасы. Жұрт ұзақ қол соқты. Келесі болып әкім сөз сөйледі. Бұл жоба ауданымыз үшін үлкен серпіліс береді. Мұнда 200-ге жуық адам жұмысқа орналасады. Келесі жылы тағы 150 жаңа жұмыс орны ашылады. Соңында асаба. Енді сөзді осы жобаның негізін қалаушы Серік жеткізген ұлына береміз. Серік сахнаға көтерілді. Біраз уақыт үндемей тұрды. Көз алдына 3 жыл бұрынғы күн елестеді. Америкаға кетіп бара жатқан автобус. Анасының көз жасы. Әкесінің ескі сағаты.
Құрылыс алаңындағы алғашқы ауыр күн. Сәкеннің сатқындығы, Гаухардың қолдауы. Бәрі көз алдынан кино сияқты өтті. Ол микрофонға жақындап: «Құрметті ағайын!» Зал тынышталып қалды. Мен 3 жыл бұрын осы ауылдан кеткенде қалтамда ақша болған жоқ. Бірақ жүрегімде бір ғана арман болды: анамды жоқшылықтан құтқару. Нұрзия ананың көзіне жас келді. Америка маған ақша табуды үйретті, бірақ туған жерім маған адам болуды үйретті. Егер мен бүгін бір жетістікке жетсем, ол жалғыз менің еңбегім емес. Бұл анамның батасы, әкемнің тәрбиесі, інім мен қарындасымның сабыры, достарымның сенімі. Жұрт қол соғып жіберді. Серік сөзін жалғастырды: менің бір ғана өтінішім бар. Осы ауылдың бірде-бір баласы енді анасын жылатып, шетелге жұмыс іздеп кетпесе екен. Егер осы зауыт соған себеп болса, мен өзімді ең бақытты адам санаймын. Осы сәтте Нұрзия ана көз жасын сүртіп отырып: жеткізген, көрдің бе? Біздің ұлымыз сенің арманыңды орындады, деп сыбырлады. Ал дәл сол кезде Гаухар Серіктің жанына келіп, оның қолын ақырын ұстап қойды. Серік оған бұрылып қарады. Гаухар күлімсіреп: мен саған тағы бір жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Гаухар оның қолын өз жүрегінің тұсына қойды. Ақырын ғана: біз енді екеу емес, үшеуміз. Серік алғашында түсінбей қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана көздері жасаурап кетті. Гаухар, сен... Гаухар басын изеді. Иә, біз ата-ана боламыз. Серік қуаныштан Гаухарды құшақтап алды. Бүкіл ауыл бұл қуанышты әлі білмесе де, олардың өміріне ең үлкен бақыттың қадам басқанын тағдыр әлде қашан жазып қойған еді. Арада 7 ай өтті. Жаздың жайма шуақ күні. Ауыл адамдары таңертеңнен ерекше көңілді. Бүгін тек жаңа өндіріс орнының толық іске қосылған күні ғана емес. Бүгін Серік пен Гаухардың тұңғыш сәбиі дүниеге келетін күн еді. Ақтау қаласындағы перзентхана. Серік дәлізде ары-бері жүр. Өмірінде Америкадағы ең биік ғимараттың төбесінде де қорықпаған. 50 қабат биіктікте жұмыс істеген. Қатты дауылда кранның үстінде тұрған. Бірақ дәл бүгінгідей жүрегі ешқашан дүрсілдеп соқпаған еді. Дәурен қасына келіп күліп: қорқыптысың ба? Серік жымиып: Америкадағы алғашқы жұмыс күнімде де бұлай қорықпағанмын. Екеуі күліп жіберді. Бірнеше сағаттан кейін перзентхананың есігі ашылды. Дәрігер күлімсіреп шықты. Құттықтаймын. Серік демін ішіне тартып қалды. Ұл бала. Ол қуаныштан не істерін білмей қалды. Гаухар қалай? Анасы да, сәби де аман. Серік көзін жұмып: шүкір, деп сыбырлады. Палатаға кіргенде Гаухар сәбиін құшағына алып жатыр екен. Жүзі шаршағанымен бақыттан нұрланып тұр. Келдің бе? Серік ақырын ғана қасына отырды. Бесіктегі кішкентай сәбиге ұзақ қарады. Көзінен тағы да жас шығып кетті. Қандайдай кішкентай. Гаухар күлімсіреді. Әкесіне ұқсайды. Серік сәбиінің алақанын ұстап: жоқ, мінезі анасына ұқсасын. Кешке бүкіл отбасы жиналды. Нұрзия ана немересін қолын алды. Жүрегі елжіреп кетті. Әкең тірі болғанда қандай қуанар еді? Самал күлімсіреп: апа, атын қалай қоямыз? Бәрі үнсіз қалды. Серік орнынан тұрды. Мен бір шешім қабылдадым. Қандай? Серік көзіне жас алып: ұлымның атын жеткізген қоямын. Үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Нұрзия ана еріксіз жылап жіберді. Әкеңнің аты қайта жаңғырады екен. Алмас ағасын құшақтап: әкеміздің арманы жалғасады. Бір аптадан кейін ауылда үлкен той болды. Бесікке салу рәсімі өтті. Бүкіл ауыл жиналды. Ақсақалдар бата берді. Балалардың күлкісі естілді. Домбыраның үні бүкіл ауылға тарады. Тойдың соңында Қалибек ата сөз алды. Балам Серік, сен Америкадан тек ақша әкелген жоқсың. Сен үміт әкелдің. Сен жұмыс әкелдің. Сен ауылға қайтадан өмір әкелдің. Енді мына сәби сол аманаттың жалғасы болсын. Жұрт ұзақ қол соқты. Кешке күн батып бара жатқан. Серік зауыттың төбесіне көтерілді. Қасында Гаухар.
Құшағында кішкентай жеткізген. Төменде жүздеген адам жұмыстан қайтып бара жатыр. Зауыттың мұржасынан түтін шығып тұр. Балалар велосипед теуіп жүр. Ауылда бұрынғыдай үнсіздік емес, тіршілік бар. Гаухар ақырын ғана: Серік, есіңде ме? Америкада сен бір күні туған ауылыма жұмыс әкелемін деген едің. Серік шыңиып: есімде, бірақ бұл тек бастамасы ғана. Ол ұлын қолын алды. Көкжиекке қарап тұрып: балам, ертең сені өсіргенде бір нәрсені ұмытпа. Байлық банктегі ақша емес. Байлық анаңның күлкісі, еліңнің тыныштығы, халқыңның алғысы. Егер осы үшеуін сақтай алсаң, сен менен де бай адам боласың. Күн Каспий теңізінің ар жағына баяу батып бара жатты. Нұрзия ана алыстан ұлына, келініне және немересіне қарап тұрды. Көзінен аққан жас бұл жолы мұңның емес, шексіз бақыттың жасы еді. Арада 5 жыл өтті. Кезінде тыныш жатқан ауыл бүгінде адам танымастай өзгерген. Жаңа мектеп бой көтерді, балабақша салынды, спорт кешені ашылды, асфальт жол төселді. Зауытта 400-ден астам адам жұмыс істейді. Бұрын шетелге кетіп жүрген жастар туған ауылына қайта орала бастады. Ауыл адамдары бұл жерді әзілдеп, кішкентай Америка деп атайтын болды. Бірақ Серік әрдайым күліп: жоқ, бұл қазақтың өз ауылы, бізге өз елімізден артық жер жоқ дейтін. Таңертең Серік зауытты аралап жүр. Қасында 5 жасар ұлы жеткізген. Бала әкесінің қолынан ұстап келеді. Әке: иә балам, мына кісілердің бәрі сізбен жұмыс істей ме? Серік күлімсіреді: жоқ балам, біз бәріміз бірге жұмыс істейміз. Неге? Өйткені үлкен істі бір адам емес, көп адам бірге жасайды. Бала басын іздеді: мен де өскенде осында жұмыс істеймін. Серік ұлын құшағына көтеріп алды: жұмыс істейсің, бірақ ең алдымен жақсы адам боласың. Сол күні ауылдың жаңа мәдениет үйінде үлкен мереке өтті. Зауыттың 5 жылдығы. Облыс әкімі арнайы келді. Журналистер де көп. Сахнаға Серікті шақырды. Әкім оған облыстың құрметті азаматы төсбелгісін тапсырды. Бұл азамат туған қан жеріне инвестиция салып қана қойған жоқ. Жүздеген отбасының өмірін өзгертті. Осындай азаматтар еліміздің тірегі. Зал ұзақ қол соқты. Марапаттан кейін журналистердің бірі сұрақ қойды: Серік мырза, Америкада қалғанда әлдеқайда бай өмір сүрер едіңіз. Ешқашан өкінген жоқсыз ба? Зал тып-тыныш болып қалды. Барлығы жауапты күтті. Серік аз ғана күлімсіреді: Америка маған еңбек етуді үйретті. Сол үшін мен ол елге әрқашан ризамын. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Ол залда отырған анасына қарады. Нұрзия ананың шашына ақ түсіп біткен, бірақ жүзі бақытқа толы. Адамның ең үлкен байлығы анасының амандығы. Екінші байлығы туған елінің тыныштығы. Үшінші байлығы халқының алғысы. Осы үшеуі болса, мен өзімді дүниедегі ең бай адаммын деп есептеймін. Зал орнынан тұрып ұзақ қол соқты. Мереке аяқталған соң, Серік бүкіл отбасын ертіп, әкесі жеткізгеннің бейітіне барды. Қасында Гаухар, ұлы жеткізген, Самал, Алмас, Нұрзия ана. Бәрі үнсіз тұр. Серік гүл шоғын қойып, ақырын сөйледі: әке, мен қайтып келдім. Сіз армандаған үйде тұр. Анамыздың жүзінен күлкі бетпейді. Алмас өз кәсібін ашты. Самал дәрігер болды. Немереңіздің аты жеткізген. Сіздің аманатыңыз орындалды. Нұрзия ана көз жасын сүртіп: жеткізген, сенің ұлым азамат болды, деп сыбырлады. Қайтар жолда кішкентай жеткізген әкесінен сұрады: әке, аманат деген не? Серік баласының қолынан ұстап, жүрісін баяулатты. Аманат деген саған сеніп тапсырылған ең қымбат нәрсе. Маған қандай аманат қалды? Серік күлімсіреді: саған 3 аманат қалды балам. Қандай? Біріншісі, анаңды ешқашан жылатпа. Екіншісі, туған елімді сүй. Үшіншісі, адал еңбектен ешқашан қашпа. Бала ойланып қалды. Сосын әкесінің қолын қаттырақ қысты. Мен уәде беремін, әке. Күн. Каспий теңізінің ар жағына баяу батып бара жатты. Алтын түсті сәуле ауылдың үстіне төгілді. Зауыттың мұржасынан түтін көтеріліп тұр.
Балалардың күлкісі естіледі. Қарттардың батасы жаңғырады. Ал Нұрзия ана үйінің ауласында шай құйып отыр. Қасында балалары, келіні, немересі. Ол көкке қарап күлімсіреп қойды. Шүкір. Енді жүрегім тыныш. Сол сәтте Серік анасының жанына келіп отырды. Басын анасының ығына қойды. Нұрзия ана оның шашынан сипап: "Есіңде ме балам? Сен Америкаға кетерде оралмай қалсам ше деп қорыққан едім." Серік жымиып: "Ал сіз не дедіңіз, анашым?" Нұрзия ана көзіне жас алып: "Адал адам қайда жүрсе де туған жеріне қайтып келеді деген едім." Серік үнсіз басын изеді. "Иә, ол қайтып келді. Тек өзі ғана емес, үмітті де, берекені де, бақытты да бірге алып келді."